әлі маумат Сталиннің 270 бұйрығы бойынша сатқын болып есептелген. Қазір тұңғыш скрипкашы деп таныстырып жатырмыз, ұрпаққа. Марқұм Мұхтар Мағауин жазды. Екеуін салыстырған Әйтеш Толғанбаевтың патриотизмі жазған. Бұл кісі жақсы өмір сүрді, шетелде қалып дегендей. Сонымен сіз әлі мауматтың тақырыбына кездейсоқ келдіңіз ғой? Бұл жай емес шығар. Енді қараңыз, мұна маған керек пе? Қоғамға керек, ұрпаққа керек. Біз халыққа қызмет жасаймыз. Мына жүріп өткен жолыңыздың өзін қазір тыңдап отырсам, сіз де өте ауыр жолдан өткен сияқтысыз. Жоғарғы оқу орындарында ғылыммен айналысу ғалымдарға мүмкін емес. Өзіңізді аманат арқалап жүрмін деп есептейсіз бе? Оңай нәрсе емес негізі. Көбісі аштықтан өлген екен. 80 мың адам мысалы 3 мыңы ғана тірі қалған. Соның біреуі әлі маумат. Тарихшылар біз дерекпен сөйлейміз. Хронология, фактология бәрін қарап отырамыз. Қазақтан шыққан тұңғыш скрипкашы әлі маумат. Бірақ ол өзге елде болды. Таза түрікше сөйлейді, түрік болып кеткен. Армысыздар, бұл аманат. Менің бүгінгі қонағым Мұстафа Шоқай еңбектерін және Мария Шоқайдың рухани перзенті саналған әлі мауматтың өмірін, тарихын, оның деректерін зерттеумен айналысып жүрген ғалым, профессор, тарихшы Күлпаш Мырзамұратқызы Ильясова ханым. Қош келдіңіз. Күлпаш ханым, әлі маумат туралы алғаш рет, тұңғыш рет қайдан естідіңіз, қандай деректер арқылы танып білдіңіз? Мен негізі алаштанушымын. Бұл әлім алматқа қатысты алғашқы ақпаратты маған берген ол кезеңде мемлекет тарихы институтының директоры Бүркітбай Гелманұлы Аяған. Өйткені 2013 жылы өздеріңізге белгілі Марат Тажиннің кезінде халық тарих толқынында деген салааралық тарихи зерттеулер бағдарламасы қабылданды. Тарихқа тағы да бетбұрыс. 2004 жылы өздеріңіз білесіздер, мәдени мұра бағдарламасымен бізде көптеген тарихта ақтаңдақ бұрын жазылмаған тақырыптар бойынша, мысалы, шетелдерге бару мүмкіндігі болды ғалымдардың. Сол шетелдік архивтен алып келінген бүкіл құжаттарды кезең бойынша, тарихи кезеңдер бойынша жариялау процесі басталған болады. Содан кейін 2013 жылы жаңағыдай халық тарих толқынында деген екінші бағдарлама қабылданды. Ол кезеңде үлкен жұмыстар жасалды. Тағы да сол архивтерге бару шетел, тағы да бұрын басталған жұмысты әрі қарай жалғастыру. Яғни 93 жылы қабылданған тарихи сананы қалыптастыру тұжырымдамасын әрі қарай жетілдіру бағытында тарих ғылымында үлкен жұмыстар басталды сол кезеңде. Сол бағдарлама аясында Түркияның Стамбул қаласына іссапарға бару, 2 апталық. Ол кезеңде енді 2 апталық іссапар бару үшін ол енді жоғарыдан бекітіледі министрліктен. Кімге бар, олар қай жерде мен жұмыс істеймін? Кітапханасында жұмыс істеймін ба, Стамбулдың, жоқ әлде басқа да бір ғылыми зерттеу орталықтарында жұмыс істеймін ба? Соны алдын ала өзің айқындап алуың керек. Мен енді Стамбул қаласындағы түрік дүниесін зерттеу орталығы, қоры деген орталық болды. Түрік дүниясы Araştırmalar Vakfı деген. Оның атқарушы басшысы Саадет Пынар, біздің өзіміздің қандасымыз. Сол кісі арқылы сол орталыққа баратын болып шештім. Одан кейін мен күнтізбелік жоспарыма өзім не істеймін? Мен ол жақта енді Мағжан, о түріктерді білетін. Мағжанның өлеңдері, жалпы сол Мағжанға қатысты, жалпы алаш қозғалған ойымда Мұстафа Шоқай бар, мысалы енді саяси иммиграцияның басында тұрған үлкен тұлға. Сондықтан соған қатысты қандай дүниелер бар ол жақта. Зәки Валиди туған, мысалы, Исхаки деген кісілер болған, башқұрт, басқа түркі халықтарының лидерлерімен бірге кеткен алаш қозғалысының жетекшілері туралы сол материалдар жинау өзім негізгі мақсатым сол болды. Соның барлығын жазып, ана жерге жасадым.
кетіп бара жатқан кезінде жаңа Бүркітбай Келмаш маған айтты, Стамбул қаласында жасы 97-ге келген осындай соғыс тұтқыны, скрипкашы Әлім Алмат деген атам тұрады. Сол кісіден сұхбат алуым керек, соны күнсіз беріп жоспарыңа енгізеді. Сосын ол кезде онша көп ақпарат білмеймін ол кісі туралы. Сосын айтты, кейін сенің зерттеуіңе бұл қажет болады деп солай жасады. Барғаннан кейін 2 аптада бірақ мен жұмыс жасадым үздіксіз. Жаңа орталық арқылы сол жақта қандастарымызбен маған олар күшті көмек берді. Сыдықхан Олчай деген кісінің үйінде болдым мен. Ол кісінің шағын үйінде, 2 бөлмелі үйде тұрады екен. Жолдасы жұбайы Шифхат ханым, сол кісілердің үйінде болып, осындай кітапханасымен жұмыс жасадым. Сол кезеңде Сыдықхан Олчай білет менің жаңаға. Өзім таныстырдым, бұл қандай ақпараттар керек маған. Мұстафа Шоқай, бірінші. Мұстафа Шоқайдың қандай мақалалары, қандай түрік тілінде жазылған, қандай еңбектері бар, қолжазбалары бар деген сияқты әңгіме барысында айтылған кезеңде ол кісі айтты, Милли Йол деген газет шығып тұрған, Аяз Исхахидің. Сол газетте тігінділері мен Стамбул қаласынан өзім сатып алдым дейді. Бірақ өкінішке орай ол жерде репрессия жылдары 37-38 жылдардың материалда именно сол жаңағы неде жоқ екен нелер. Ақпаратта номерлері жоқ, сандары жоқ. Қалғандардың бәрін ол сатып алған. Сосын маған айтты, осының ішінде оқиды ғой үйінде. Ол енді кәдімгідей түпнұсқалық дерек. Мен енді ол кезде оның түпнұсқалық дерек екенін білдім. Сосын ол кісі айтты маған, мен бұның бәрін қарап шықтым. Осының ішінде Мұстафа Шоқайдың жарияланбаған 6 мақаласы бар деді. 6 мақаласы бар деп маған беттерін мынандай немен белгілеп берді. Мен оның барлығын түсіріп алдым. Өзім фотоаппаратпен барғам, сіздер сияқты. Сол фотоаппаратпен барлығын түсіріп алдым. Кейін ол кісіге жақсы араласып кеткеннен кейін әңгіме барысында ол кісі маған айтты, егер қажет болса, жарайды, мен сізге рұқсат беремін. Қанша номерін түсіріп аласыз, бәрін түсіре беріңіз деп маған рұқсат берді. Сонымен мен өзімнің жатқан жаңа қонақ үйімді бәрін тастадым. Сол үйде таңнан кешке дейін жұмыс жасадым. Содан кейін ол кісі айтты, егер оригинал түпнұсқасы керек болса, сіздердің Қазақстандағы мемлекеттік мекемелер егер алатын болса, менімен келісім жасап, мен осыны тігінділерді түпнұсқасын сол жаққа бере аламын деді. Енді оның бәрі қаражатпен байланысты болды. Жарайды, мен оны жеткізем дедім ол кісіге. Жаңа Сыдықхан Олчай деген әкеммен жасты екен 39 жылы. Сонда да ол кісі енді менің ана еңбекқор екенімді көрді да, маған жол ашып тұрды. Егер қажет болса Қазақстанға керек дүниелер бар. Мен тек қана 6-ын айтып тұрмын дейді. Мынаның ішінде барын. Сол ортада, сол кезеңде басқа да зерттейтін тақырыптар табылып қалар деп солай жанашырлықпен айтып тұрды ол кісі. Кейін мен соны келе салып зерттесем, Берлинде ғана бар екен бірнесі нұсқасы. Екіншісі мына кісінің қолында тұр. Ол не туралы ол мақалалар? Ол мақалалар сол кезеңдегі түркі халықтарының иммиграция кеткен азаттық жолындағы күресіне бар. Біздің қазір Мұстафа Шоқайдың 12 томдығына кірген бүкіл мәселелер, яғни ол кезде СССР-дің саясаты, сол саясатына қарсы мақалалар, сыни тұрғыдан жазылған мақалалар, сыни пікірлер, сыни тұрғыдан жазылған мақалалар. Яғни халықаралық қатынас мәселесі бар ол жерде. Ол жерде тарих бар, ол жерде салыстырулар бар. Мысалы, Европада қалай, СССР-да қалай болып жатыр, біздің Қазақстанда қалай болып жатыр, СССР-дің құрамына кіретін 15 одақтас республикадағы жағдай, ахуал қалай. Енді ол кезең білесіз ғой, өте күрделі кезең болды. Жаңағы менің өз алаштанушы ретінде мен енді айтатыным, жалпы 20 ғасырдағы саяси оқиғалардың ішінде ең күрделі кезең бұл сол 17 жылдың ақпан революциясы мен қазан төңкерісі аралығындағы 8 ай. Бұл өтпелі кезең уақытша үкімет пен кеңестердің текетіресі. Монархиялық билік жойылғаннан кейін, Романовтар династиясы биліктен кеткеннен кейін, жаңағы екі қос үкіметтің текетіресі. Сол кезеңде азаттық алуға ұмтылған, жоқ дегенде Мұстафа Шоқайдың идеясы бар ғой,
Ресей империясының құрамындағы автономияны алу мәселесі. Осы бағыттағы өздерінің жаңағы ой пікірлерінің барлығын жариялап отырған. Ол кезеңде өздеріңіз білесіздер, қос үкіметтілік емес, басқа түркі халықтары, біздің қазақтар, башқұрттар, мысалы, татарлар барлығы да азаттыққа ұмтылды. Сол кезеңде мен зерттеу жүргізіп жүрген кезеңде менің ұстаздарым бар, Кеңес Нұрпейісов, өзімнің ұстазым, диссертациялық жұмыс жасаған Мәмбет Жабайұлы Қөгелдиев, солардың маған дейінгі зерттеулерін қарап отырсам, ол кезеңде уже көп үкіметтілік дегенде жаңа бір концепция ғылыми айналымға еніп жатты. Сол көп үкіметтілік. Яғни үкімет автономияны құруға ұмтылыс, талпыныс, және сол кезеңде осы бағытта күресі олардың. Күрес қандай жолдармен күресі? Жалпы біздің алаш қозғалысында қазақ зиялылары үш бағытта күрескен. Барлығының мақсаты біреу: азаттық алу, тәуелсіздік алу. Яғни ең бірінші кезекте бұл батыстық бағыт дейді. Бұның басында Әлихан Бөкейхан тұрған. Екіншісі большевиктік бағыт, жаңа советтер. Ана уақытша үкіметті қолдады, соның саясатын, батыс бағыты, батысшылық. Одан кейін екіншісі жаңа советтердің саясатын қолдаған, екіншісі большевиктік бағыт, яғни қазақ большевиктері. 300 деген партиялар болған, мысалы, социалистік. Мына жақта Алаш партиясы құрылып жатыр. Мына жақта үшінші бағыты, бұл Мұстафа Шоқайдың есімімен байланысты, бұл мұсылмандық, шығыс елдерінің несін қолдайтын бағыт, мұсылмандық. Мұсылмандардың басын біріктіріп, азаттық жолында біз автономиямызды алу керек деген. Ал жалпы 20 ғасырдың басында, мынау жаңа менің айтып отырған күрделі кезең, алаш қозғалысы тарихында, мысалы, алаш автономиясы құрылғанға дейін, бұл мәселе көтерілгенге дейін, олар мемлекеттік думаның орнын басқан жаңағы мұсылмандардың, жалпы мұсылмандар съезін шақырған ғой Ресейде. Сол жалпы мұсылмандар съезіне өкіл ретінде қатысқан біздің қазақ зиялылары сол идеяны осы жерде жаңғыртып, сол бағытта жұмыс жасаған. Осы Мұстафа Шоқайдың идеясы сол мұсылмандық қозғалысымен тығыз байланысты болды. Яғни мұсылман халықтар, яғни күш жоқ қазақтың өзінде дейді, бізге одақтасу керек. Мысалы, мұсылман халықтарымен бізге жақын. Солармен одақтасу арқылы, жаңа азаттық жолында күш біріктіру арқылы біз өзіміздің азаттығымызды алу керек деген мәселе ғой. Өйткені мен енді қазақ съездерін зерттегем. Қазақ съездерде онша насихатталып жатқан жоқ қазір. Бұл тақырыптыға қызығушылар өте көп. Бірақ өкінішке орай сол 2007 жылы жаңа мәдени мұра бағдарламасы аясында сол менің диссертациям толығымен жаңағы ғылыми жетекшім Қойгелдиевтің, Мәмбет Қожабаев, сол кісінің жетекшілігімен жарыққа шықты. Өкінішке орай ол кітапханаларда ғана, бірақ насихатталу өте кең ауқымды деп айта алмаймыз. Себебі қазақ съездерін көп адамдар түсіне бермейді. Бұл советтердің съезі емес, қазақ съездері деген бұл жаңағы халықтың еркі мен мүддесін білдіретін, халықтың дауысын, үнін еститін сондай үлкен енді үкіметтің рөлін атқарған үлкен процесс. Бұл процесс жалпы қазақ съездері деген 2 рет болған. Оны барлығы білет тарихта. 17 жылы біреуінде Алаш партиясы құрылды шілдеде, екіншісінде жаңағы Алашорда үкіметі құрылды дейміз. Ал енді оған дейін халықтың арасына барып, сол халықтың аймақтардың съездері, яғни облыстардың съездері болған. Соның мысалы біреуі біздің Сырдария облыстық қазақ съезі кеш болған, ол 18 жылы. Оның алдында Түркістан мұсылмандарының съезі болғанда, соның басы қасында мысалы біздің Мұстафа Шоқай жүрген. Енді Мұстафа Шоқай мен Әлихан Бөкейханның екеуінің арасындағы осы автономия мәселесіне келгенде, сол кезеңде пікір қайшылықтары болған. Бірақ мақсаттары бір. Көлбай тоғысып, жаңағы Нұрғали Құлжановтың 300 партиясын құрған большевиктер, қазақ большевик, олардың да мақсаты бар. Олар кедейлердің мүддесін қорғайды. Олар қоғамды екіге бөлу, таптар дейді ғой, жаңағы жұмысшылар мен шаруалар, соған бөліп тастаған, сол нені идеяны жақтады мысалы. Мына Шоқайлар, Мұстафа Шоқай, олар мұсылмандардың бірігуін жақтаған, сол бірігу идеясында, тұтас Түркістан идеясының басында тұрды.
А біздің Әлихан Бөкейхандар олар алаш, қазақтың автономиясы. Алаш деген қазақ деген сөз ғой. Қазақ автономия. Менің съездерімде, менің түпнұсқалы деректерде қазақ газеті, Бірлік туы, Сарыарқа, жаңағы Алаш деген түпнұсқалық мен төте жазуды өзім оқыдым. 800-дей, 1000-ға жуық мен деректерді пайдаланғанмын. Менің ғылыми жетекші маған өте талабы жоғары болды. Өзіңе дейін қорғаған адамдардың бірде-бір түпнұсқалық дерегін пайдаланбайсың деді. Төте жазуды біз біліп бардық, енді ол қиын болған жоқ. Мен өз бетімше үйрендім. Сосын бірден емес, бір айдың ішінде оқып кеттім. Бір айдың ішінде бәрін тездетіп оқып, мен ол кезеңде қағазға бәрін түсіріп алып, өзімде мынандай жоқ. Қағазға түсіріп алып, түпнұсқалық деректермен сөйлеттім жаңа нелерімді, диссертациямды. Сол кезеңде 68 қазақ съезі болған. Соның екеуі жалпы қазақ съезі, оған дейін облыстық, уездік, болыстық съездер болған. Деңгей-деңгеймен. Біз облыстық біз айтып отырмыз, негізі болыстық, уездік, облыстық. Сосын жалпы қазақ съездер. Сосын сол 68 съезді енді кеше мемлекеттік комиссия саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау бойынша мемлекеттік комиссия жұмыс жасады, білесіздер. 20 жылдың аяғында, қараша айында президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен сол мемлекеттік комиссия құрылды, соның құрамында болдым. Сол кезеңде ұлттық қауіпсіздік комитетінің архивінде әлі жарияланбаған, яғни құпия құжаттармен жұмыс істеу мүмкіндігі туды. Мен бұрын ұлттық комитеттің архивінде жұмыс істемегенмін. Жаңа мүмкіндік туды. Сол кезеңде мен өзімнің қазақ съездеріне қатысты тағы да материалдарды қарадым. Сөйтіп жаңағы 68 съездің санын мен 144-ке жеткіздім. Ал енді оған қатысқан адамдардың саны шамамен митинг дейді, сыртта болған, ол кезеңде формат әртүрлі болған, басын қосу қазақтардың. Біздің Ақмешіт уезінде болған митингіде Ералы Қасымов деген Ақмешіт уездік қазақ комитетінің төрағасы болған, ол туралы Мұстафа Шоқай өте жақсы жазып кеткен. Молдадан болған, тазадан болған, ол архивін мен Ташкенттен таптым, мөрімен бірге. Мұстафа Шоқайдың 17-ші жылғы жаңағы үзінділері деген бар, 17-ші жылғы революция үзінділері деген кітабында бірінші сол Ералы Қасымов жазды. Айтайын деген, сол кезеңде сол Ақмешіт уезінде 7-8 мың адам қатысқан митингі болды дейді. Яғни далада өткен жаңағыдай басқосуларда адамдардың саны соған дейін жеткен. Ал енді ресми мекемелерде ол жерде 300 адам ғана, мысалы, мекемелерде. Орынборда өткен, мысалы, Орал қаласында, жаңа Жымпитыда, тағы Ақмолада, мысалы, Омбы қаласында өткен. Оларда шектеулі сан, ал мына жерде далада өткен басқосулардың оған қатысқан адамдардың саны, ол тек ресми депутаттар ғана емес, жаңағыдай саны өте көп болған халықтың. Енді менің айтайын деп тұрғаным, сондай мүмкіндіктер болды. Сол кезеңде мемлекеттік комиссияда жүрген кезеңде, әрине тарихшы болғаннан кейін сен бір бағытта ғана жүрмейсің. Сен интеллигенция болғаннан кейін, ол интеллигенция, оның кезең-кезеңмен қарастыратын болсақ, әрі қарайда, мысалы, кеңестік билік кезінде біздің қазақ зиялылары, уже олар Тұрар Рысқұлов, Смағұл Сәдуақасов, басқа адамдар, жаңа буынды, Әлихан Бөкейхандардан бөлек жаңа жас толқын, солардың да қызметін қарайсың. Одан кейінгі кезеңдерді де қарайсың. Сол кезеңде маған жаңағы сол 14-ші жылы, жаңағы 2014 жылы Стамбул қаласында болған кезеңде Әлім Алмат туралы алған, Әлім Алматтан алған сұхбатым бойынша бір материалдарды қарастырып жүрдім. Өйткені Әлім Алмат туралы ешқандай архив материалдары жоқтың қасы деп айтсақ болады. Сонымен сіз Әлім Алматтың тақырыбына кездейсоқ келдіңіз ғой? Иә, мен өз арнайы келген жоқпын, мен кездейсоқ келдім бұл тақырып. Бірақ біздің ортамызда бұл кездейсоқтық, ол жайдан жай келмейді екен. Деген ойда туып тұр менде. Мен қарап отырмын, бұл жай емес шығар. Неге мен кейде мынандай сұрақ туады менде? Маған дейін қанша адам сұхбат алған бұл кісіден? Қанша адам ол кісінің алдында болған, тілдескен, бірақ ешқайсысы бірде-бір мақала жазбаған. 96 жылы ғана, жаңа айттым ғой, Мұстафа танушы, мықты тарихшы Бақыт Садықова, сол кісі табыс етем өлгендер аманатын деген сондай бір Қазақ елі деген газетке үлкен несін материалын жариялайды. Сол кезеңде осы Әлім Алмат туралы жазады бірінші рет.
бұл әлім алмат бір адамның өмірі тұтас қазақ халқының тұтас бір дәуірдің тарихын ашады. Бұл кісі ғасырды бағындырған тұлға. 1917-2018 жылдар 101-ге келіп өмірден өтті. Түркия азаматы болып қалды, Стамбулдық. Негізі өзі қазақтан шыққан тұңғыш скрипкашы ретінде де осы Береректе бұны біз насихаттап жүрміз. Бұған дейін өзімен тетелес, бірақ қатар оқыған, бірақ өзіне кіші Әйтеш Толғанбаев, ол қайтып оралды осы соғыстан кейін. Сол кісіні Қазақстан өзінде Қазақ Республикасының бірінші тұңғыш скрипкашы ретінде танылған Қазақстан. Бірақ біз тарихшылар біз дерекпен сөйлейміз, хронология, фактология бәрін қарап отырамыз. Сол кезеңге қарап отырсаң, Қазақтан шыққан тұңғыш скрипкашы әлім алмат. Ұлты қазақ, қаны қазақ. Бірақ ол өзге елде болды, жат елде, өз еліне орала алмады кезінде. Ол кезеңде оралатын болса, бұл тағы да репрессияға ұшырап кететінін білген. Өйткені бұның ата-бабалары тегін әрі қарай зерттесеңіз, ауқатты, бай адамдар болған, болыс, би, сардар қарап отырсаңыздар. Алмат деген үлкен әулеттен шыққан, туған туысқандары аталас Темірбек жүрген, Ұзақбай Құлымбетов, солармен қатысы бар. Бұл кісінің енді бүкіл несі репрессияға ұшыраған, сондықтан бұл кісінің бері қарай келгенде бұл репрессияға ұшырайтынын білген. Ол кезеңде соғыс кезінде тұтқынға түскен совет жауынгері ол кезеңде Сталиннің 270-ші бұйрығы бойынша сатқын болып есептелген. Бұларда 2 жол болған тұтқынға түскен Түркістан легионерлерінің. Біреуі өлу, екіншісі аман қалу. Осы 2 жолдың біреуін таңдау керек болған. Әркім әртүрлі таңдады. Әлім алмат сол тірі қалу жолын таңдаған. Бұл туралы жазылды, айтылды. Ол кезінде Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің мәліметтері бойынша 595 мың адам оралған елге, соғыс біткеннен кейін тұтқындар. Ал 601 мыңы оралмаған деген осындай ақпаратты берді. Сол 600 мыңнан астам соғыс тұтқындары, соларды ақтауымыз керек. Соның ішінде әлім алмат скрипкашы, музыкант, саясатпен айналыспаған марқұм Мұхтар Мағауин жазды. Әйтеш Толғанбаев туралы білеміз, жаңа мен айтып тұрған мәселе. Бірақ осы уақытқа дейін бірде-бір дұрыс мақала жоқ деп жазды ол кісі. Осы кім туралы? Әлім алмат туралы. Қазақстанда өкінішті бірде-бір мақала жоқ, жетпейді халыққа дегенді айтты. Екеуін салыстырған, Әйтеш Толғанбаевтың патриотизмін жазған, ал бұл кісі жақсы өмір сүрді, шетелде қалып дегендей, сондай бір идеясы бар ол кісінің. Бірақ мен жаңа айтып тұрмын, тарихшы ретінде ол Ғайпен Бейсовтың, ол кісі де Түркістан легионында болған фотограф, мықты соғыс тұтқыны. Ол да өзінің еңбегінде, естеліктерінде жазады кітабында. Бізде 2 жол болды. 2 жолдың біреуін таңдауың керек. Таңдау өзіңізде. Сондықтан мен ойлаймын, енді бұл соғыс тұтқын, сосын мен айттым, ол скрипкашылардың үлкен мектебінен өткен тұлға. Біздің Евразиялық ұлттық университетінде, тарих факультетінде Айбар Байманов деген жігіт магистратураға түсті. Ол ақтөбелік мықты тарихшы, өлкетанушы Бекарыстан Мырзабай деген азамат. Ол кісінде мен таныс болдым, осы әлім алмат арқылы. Сонда ол кісі аталас туысы екен жаңағы жігіт. Сосын айтты, осындай магистрант түсті, осы кісіні зерттетіп жатырмыз деді, қоғамдық қызмет. Әлім алматтың. Сіздің ана кітабыңыз бар ғой, жазылған, бірінші барғанда сұхбат алған. Осы балаға ана өзінің жетекшісіне қосымша жетекші бола аласыз ба, консультация бере аласыз ба, кеңес деп маған өтініш айтты. Сосын сол баламен мен жұмыс жасадым. Оның ғылыми жетекшісі кішкене алыстау екен, бұл тақырыптан жастау болды, а менің опытым бар, кітабым бар. Сосын ол балаға мен бағыт беріп отырдым. Сөйтіп ол бала біздің өзіміздің Алматыда, Алматы қаласы бойынша мәдениет басқармасының архивінен бұл кісінің Алматы өзіне музыкалық драмалық училищесі, қазір консерватория, сол консерваторияның бүкіл құжатын, папкасын тапты. Сол папкасында ол кісінің
сол музыкалық жаңа драмалық училищеге қалай студент болып түсті, түскеннен кейінгі оның кімдермен байланысты, кім болды ол, неге ол ұзақ жүріп қалды ол жерде, неге ол 7 жыл жүрді, өйткені репрессия жылдарына сәйкес келіп қалды. Ташкенттен Алматыға ауысқан кезеңде Темірбек жүрген оның енді өзінің несіне алған ғой, қамқорлығына. Ол Темірбек жүргендіктің мына кітапта да бар, маған дейінгі енді жазылған деректер бойынша жаздым мен, материалдар бойынша. Сонда ол кісі Ташкентте, жаңа бұл бала кішкентай, Ташкентте қараман алғанда сол музыкалық аспапты таңдаған кезеңде олар домбыра, қобызды, не істейсің, ол қазақта бәрі де екінің бірі оны тартады, сенің әулетіңде де бар ол, сен онда классикалық әлемге танымал ететін, танитын ертең скрипка деген жақсы бір не бар, аспап. Сол аспаптың үйренсең деп осыны бағыттаған екен бұл кісі. Сөйтіп алып келген, одан кейін музыка училищеде оқып жүреді, кішкене мектепте, кейін Алматыға ауысқан кезеңде Темірбек жүрген қызмет бабымен сол жақта консерваторияға түседі. Сол кезеңде Ленинградтан келген скрипкашылар мектебі, жаңа ол кезеңде уже қысым, репрессияның басы ғой, сол кезеңдегі мынау скрипкашылардың мектебіне түседі ғой бұл. Лесман деген мысалы айтады, мына есінде керемет. Сөйтіп бұл кісі үлкен мектептен өткен, өкінішке орай 37 жылы Темірбек жүрген ағасы репрессияға ұшыраған кезеңде бұның да салқыны тиеді, бұның да оқуына. Сол кезінде Ғабит Мүсірепов көмектескен, бұған ұзақ жүріп қалған. Дипломын алмай кеткен ғой. Оқуын толық аяқтай алмай. Дипломын тек қана Мария Шоқайдың көмегімен Парижде 52 жыл алған. Оны мен бұл кісінің тікелей шөбересі Роман ағаны білесіздер, Роман Рахиұлы. Сол кісінің жеке архивінен бұл кісінің дипломын, солар жақсы байланысады ғой, дипломын түсіріп алған, француз тілінде жазылған екен. Мен енді оның бәрін өзім оқып аламын, ондайларды. 52 жылы деп кәдімгідей немен жазылған, дипломы берілді деп. Ғалымжан Абсалямов деп жазылған. Яғни Францияда бұл кісі Париж консерваториясында Рахманинов атындағы жаңағы дипломын алған. Алматыда басталған дипломы Франциядан алып тұр. Бірақ оның арасында бұл кісі жаңа тұтқынға түскен кезеңде өзінің командирі музыкаға жақын болады да, сонымен екеуі тіл табысып, бұны Берлин консерваториясына оқуға жібереді. Соғыстың кезінде, ол 43 жыл. Берлин қаласы бомбаланған кезеңде бұлардың барлығын 44 жылы неге Венаға ауыстырады, Австрияға. Сөйтіп сол жерде бұл оқуын жалғастырады. Кейін соғыс аяқталғаннан кейін бұл кісі хат жазып, Қанат Қарыспай арқылы хат жазып, кімге? Мұстафа Шоқайдың ізбасары ғой, Қанат Қарыспай. Оралдық мықты тарихи тұлға ол кісі. Сол Мария Шоқайға ашып, Мария Шоқай арқылы қабылданады жаңа Рахманинов атындағы Париж консерваториясы. Осылайша дипломын сонда Мария Шоқайдың ықпалымен, сол кісінің тікелей көмегімен жаңа оқуға түсіп, сөйтіп барып алған. Содан кейін Стамбул симфониялық оркестрінде қызмет жасаған 25 жыл. Оның да зерттелмеген, зерттелу керек. Мүмкін ойлаймын, өнертанушылар, кітаптың ішінде жазылған, өнертанушылар әрі қарай зерттеу керек деп ойлаймын. Мен тарихшымын, мен тек қана фактілерді орын-орнына қойып берем. Мен қолда бар материалдармен жазып шықтым. Кеше жақында ғана менің осы кітаптың таныстырылымы өтті Астана қаласында, Евразия ұлттық университеті. Соның ғылыми кітапханасында, академиялық ортада осы кітаптың таныстырылымы өтті. Сол кезеңде біраз дүниелер айтылды ғалымдар тарапынан. Мен ол кісілерге айтамын да, бұл қолда бар материалдармен жазылып шыққан дүние. Ал әрі қарай менің қолым жетімсіз, жете алмайды қолым. Толық шығару үшін 5 мемлекетке бару керек. Қандай? Бірінші Өзбекстан. Ташкентте басталған ғой мектебі. Одан кейін біздің Қазақстанда Алматы консерваториясында оқыды, бірақ оның бұл кісі жаңағыдай репрессия жылдарындағы кезең жоқ кеше. Сонда мен ойлаймын, мүмкін ұлттық қауіпсіздік комитетінде болуы мүмкін материалдар. Жүргеневке қатысты мысалы. Жалпы консерваторияның сол кезеңдегі. Өйткені 10 күндікке барды Москвада бұлар. Сол кезеңде бірдеңе табылып қала ма деп ойлаймын да. Одан кейін жаңа өзінің жүріп өткен жолдары тұтқынға түскенде Берлин консерваториясы, яғни Берлинде болды, Германияда. Одан кейін ары қарай ауыстырған кезеңде Австрия, Венаның архивін қарау керек. Одан кейін Париж, Түркия.
осы мемлекеттердің бәріне бару керек. Мен кітабымда оны қарап отырып мен не жасадым? Мына кітапта өзім осы материалдардың негізінде мен бұл кісінің Европадағы жол картасын жасадым. Бұл таза зерттеу. Зерттейтін адамдар болса, өнертанушылар болсын, мінекей мына картаны жасадым. Осы картада осы жаңа мен айтқан мемлекеттер тұр. 5 мемлекет. Иә, СССР-дан басқа. СССР енді Қазақстан ол кезінде жоқ, СССР. Оның ішінде Қазақстан бар. Сосын мынау кеткен жері әскерге, одан кейінгі нелердің мемлекеттерінің бәрі көрсетілген. Польшаның граница арқылы бері қарай неде тұтқынға түседі сол жерде. Содан кейін әрі қарай уже Германия, жаңа Австрия, сосын Франция, содан кейін Турция. Осы жерлерге барса шіркін мүмкін архив табылып қалар. Өйткені мен жаңа айтып отырмын ғой, 2014 жылы Стамбул қаласына барғанда, сондағы қандасымыз Сыдхан Улучай ағамыз, сол кісі мысалы үшінге маған Заки Валиди Туғанның естеліктер деген хатыралар дейді. Сол кітабын 69 жылға маған сыйға тартты. Сыйға тартып тұрып, ол кісі біледі ғой, сен Әлім Алмат туралы маған айтып тұрсың қызым дейді. Сондықтан міне мына бетінде деп маған бетіп көрсетті. Мына бетінде деп көрсетті да, мынау ноталарды көрсетті, қараңыз. Осы ноталардың мына жерде не деп жазылған дейді, екеуміз оқып отырмыз. Заки Валидидің күйі дейді. Осы күйдің дейді авторы Әлім Алмат. Ол кісі, яғни Әлім Алмат пен Заки Валиди Туған Стамбулда кездескен. Стамбулда тұрады ғой екеуі де. Венада жазылған дейді мынау. Сонда мен айтам, мынаның, енді ол мен мынау ноталардың енді түсінбеймін бұл, бірақ мынаның өзін, мысалы үшінге, Вена консерваториясына барса, музыканттар, өнертанушылар, мына таспаға басылған енді Заки Валидидің қызы тірі, мысалы 85-тен, оны зерттеп жүрген бала бар екен. Есімін ұмытып қалдым, Асқар есімі. Сонда ол бала айтты, мен сіздің мына кішкентай кітабыңызды дейді. Мына кітапты мен кітаптардың бәрін өзім шығарғам, өзімнің қаржыма. Мынаны үшеуінде. Мына кітап ақтөбеліктер шығарды. Мынаны көшірмесі ғой. Мына кітаптың ішінде дейді, мына кітабыңызды мен көрдім дейді. Ұлттық кітапханаға барып өткізем. Өзім шығарамда, одан кейін мен оның барлығын орталық кітапханаларға өткізем. Соның ішінде жаңағы бала маған хабарласып айтты, мен Заки Валиди Туғанның қызметін зерттеймін, менің диссертациям бұл деді, докторский. Қазір ол аяқталмай тұр жұмысым деді. Сонда деді, сіздің мынауың неңізді мен қарады. Заки Валиди деген сөз бар ғой, Заки Валиди күйі деген. Соны мен дейді, мынаны нотаны музыканттарға оқыттым дейді ғой, мынау не қалай тыңдауға болады, не деп. Сонда керек адам өзі табады. Бір сөз үшін тауып отыр. Әйтпесе ол кітап жоқ емес, бар бізде де. Аудармасы бар, мысалы үшін да. Сіз өзіңіз бұл күйді аспапқа түсіріп көрмедіңіз ба? Жоқ, мен музыкант емеспін ғой, мен өнертанушы емеспін, мен тарихшымын. Мен тек қана мысалы оның уақытын шамамен бұл бір 60-69 жылдар. Мен де музыкант емеспін, Күлпаш апай, бірақ маған өте қызық болып тұр. Қазір осы нотаны мен бірінші рет көріп отырмын. Өйткені мен сіздің кітабыңызды толық оқып үлгерген жоқпын әлі. Сондықтан әлі де музыканттарға көрсетіп, бұл күйді бір тыңдап шығу керек сияқты. Енді мынау 3 кітабыңыз, сіздің негізгі шыққан. Бұл кітаптардың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Не туралы жазылған? Енді мына айтайын сізге. Жаңағы Стамбулға барып келгеннен кейін, мен енді мына кісімен сұхбат алдым. Алғаннан кейін, мен де келгеннен кейін, мен енді өзің есеп бересің ғой. Есеп бересің, кәдімгі есеп. Не істедің, не қойдың, оны ресми бересің. И сосын мен халыққа жариялауды ойладым. Как раз жеңістің 9 мамырға сәйкес мен осы бір мақала жазып жүрсем қалай болады, осы кісі туралы деп ойладым. Бірақ өзім толық әлі зерттемегем. Өткен 14 жылы келдім, материалдарды пока сұрыптайсың, оны талдау жасауым керек. Ол материалдар үзік-үзік, мысалы, ондай жүйелі ештеңе жоқ, архиві жоқ. Бір сұхбатым, сосын Әлім Алматтың кетіп бара жатқанда маған берген кішкентай, ол кітабымды таба алмадым, ол көп адамдардың қолында бар. Тарих Минкары, сол кісінің Әлім Алматтың дәптері деген, Әлім Алматтың дәптері деген. Кішкентай ғана, 96 беттік, мынаның жартысындай ғана ғой деймін, осындай кішкентай ғана кітап, осындай қоңыр түсті. Өзінің суреті бар, скрипкамен тұрған. 46 жылы Берлинде түскен суреті. Мынаумен түскен, оны барлығы біледі, мынаумен түскен. Мына сурет па?
Жоқ. кітаптың сыртындағы? Жоқ, Одан бөлек басқа басқа ма? көрсетемін, басқасы. Иә, тағы Ол сурет сол, болу керек. иә, бір суреті бар, сол 46 жылы Берленде түскен суреті. Сол суретімен берді. Әлім Алматтың дәптері. Дәптер деген не ол? Күнделік қой. Күнделігі өзі. Күнделігі, иә. Ашып қарадым, кішкентай ғана жазылған, сосын мына жағында суреттері бар екен. Үйге барғаннан кейін енді оқисың ғой, үйге барғаннан кейін ананың түркішені оқыдым. Сол Әлім Алмат жазған 60 yaşында деп жаңа түркше басталады. Қысқаша ғана ақпарат қой осы кісі туралы. Бұл қалай келді? Сосын ең соңында ана не сұхбат алып отыр. Сіз сияқты сұхбат алып отыр. Сол сұхбатында мен қалай сондай нелерден осындай тағдырдан қалай мен аман қалдым? Қалай жүріп өттім деп өзіне сұрақ қойып отыр ғой. Иә, оны білмеймін дейді. Сонда күнделікті қай жасында жазған? Бұл кісі сөйлейді, сұхбат алған. Ана кісі жазған Тарих Минкара деген автор. Ол құдалары болып келе ма сондай екен, жақын адам деді. Әңгімелесіп отырғанда енді соны ана кісі жазып отыр ғой, ол ғалым кісі екен. Мен Тарих Минкараны танымаймын. Тарих Минкара авторы. Сол кісі ана кісімен әңгімелесіп отырған кезінде сол әңгімені кітап қылып шығарған ғой, естелік қылып. Әлім Алматтың дәптері, яғни күнделікті өмірі деген сөз ғой. Күнделікті өмір деген сөз, енді сіз өзіңіз қалай, мысалы, бұл жаңа бір бағыт тарих ғылымында. Қандай қызықты деректер болды? Енді бұл кісінің күнделікті өмірі дегенде қараңыз, бұл ресми мысалы үшінге архиві, жаңа айттым ғой, өте аз, жабық бұл кісінің несі. Өйткені тұтқын болған ғой, соғыс тұтқыны. Енді мен кеше мемлекеттік комиссияда жұмыс істегенде бір архивті қарадым, ол жариялы, ол құпиясыздандырылған құжат 81-ші қор қауіпсіздік комитетінің. Сонда бұл кісіні Түркістан ұлттық комитетінің мүшесі болған деп жазады. Ал ол жерде ол не істеді мүшесі болып, мысалы. Біз білеміз, Берленде жаңа сол ұлттық комитетте 60 адам жұмыс істеген шығармашылық топ. Оның ішінде мына кітаптың ішінде біраз нәрселер бар. Ол кісілер не істеді? Олар газет шығарды, олар әдебиет жазды, олар ақын өлеңдерін жазды. Сол арқылы сол жердегі соғыс тұтқындарының рухын оятқан, сол бағытта жұмыс жасаған олар. Мынау не арқылы? Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы. Арнайы оған Германия жағдай жасап қойған. Сол кезінде. Яғни тұтқындарды пайдалану ғой, өте сондай керемет шығармашылық топ болған. Ал бұл кісі ол жерде болмаған, өйткені бұл оқуға кеткен. Енді бұл жерде де Мұстафа Шоқайдың идеясы. Мұстафа Шоқай Түркістан легионы құрылғанға дейін өмірден өтіп кетті. Иә, өтіп кетті. Ал оған дейін ол кісі дайындық жұмыстары, ол кісі мен байланыс болған ғой енді. Германиямен байланыс болды ғой. Ол кезеңде тұтқындарды аралап, мысалы, лагерлерді аралап, ол кісі әр тұтқынның тізімін жасаған, таныс адамдарының осындай деп, Мұстафа Шоқай келеді дегенде бәрі деген етіп, кәдімгі біздің нелер барғандар шетелдің архивін көтеріп келген архившілер, тарихшылар оны жазды. Тізімін жасаған кезеңде бұл кісінің болғанын, тілдескенін тұтқындармен. Сол кезеңде бұл мынандай бір идея айтқан екен да. Мына тұтқындардың ішінде әртүрлі санаттағы, әртүрлі топтағы адамдар бар. Біреулері жай жұмысшы, біреулері шығармашылық адам, біреулер интеллигенция, біреулері там завод фабрикада істейтін адамдар деген сияқты, инженер. Соларды әр кәсібіне қарай бұларды бөлек жаңағы категория санат бойынша бұларды не істеу керек деген, солармен жұмыс жасау керек деген. Соны енді тұтқынға түсті, не істейді? Бәріне қолына қару беру міндетті емес қой. Әртүрлі немен пайдалану керек, енді жұмыс жасау керек деген осындай бір идеясы бар. Соны енді мен қараймын, мына Әлім Алмат жаңа өзінің командирімен тіл табысқаннан кейін, ол да енді музыкаға жақын болған, айтады ғой, мені оқуға жібергіз деп. Енді музыкант ол не істейді? Консерваторияда білім алу керек. Ал жаңағы ақындарымыз, мысалы жаңа мен атын айтып кеткен, ол кісілер тілді білу керек. Тіл үйренеді олар ол жақта. Сондай оқуға баратындар оқуға барған. Кімнің қабілеті неге? Иә, қабілетіне қарай бұлар енді сол жерде тұтқынға түскеннен кейін бұлар өмір сүру керек қой енді. Әрі қарай әрекет жасау керек. Барлығын енді сіздер білесіздер, бұларды негізі тұтқындарды неге дайындаған? Совет жауынгерлеріне қарсы, Совет үкіметінің сол соғыста енді. Совет-Герман соғысы, екінші дүниежүзілік соғыстың 5-ші кезеңі ғой, 5-ші кезең, ең соңғы 41-45 жыл. Сол кезеңде, сол 5 жылда өздеріне қарсы пайдалану ғой, яғни біз мысалы әскери фильмдерден білеміз, радистер дайындады, мысалы парашют арқылы жаңа
тыңшылар дайындады, барлаушылар. Олар жарылыс нелерін жасау керек, олар тапсырмамен барады мысалы. Олар тұтқынға түскеннен кейін мысалға бұларда ерік болған жоқ. Тұтқын ол. Олар тұтқын не істейді? Қандай форма береді, соны киесің. Қалай сөйлеу керек, солай сөйлейсің. Тәртіпке бағынасың сол жақтан. Әрине қиын болған, өте қиын болған. Өйткені мынау Әлім Алматтың жаңа айтып отырмын ғой, Минкарның жазған Әлім Алматтың дәптері деген неде мына кісінің сөздерін береді. Алғашқы кезеңде, тұтқынға түскен кезеңде дейді, жаңа Брест-Литовск, сол Польша арқылы тұтқынға түскен кезеңде тұтқындардың, совет жауынгерлер тұтқындардың көбісі аштықтан өлген екен. 80 мың адам, мысалы 3 мыңы ғана тірі қалған. Соның біреуі Әлім Алмат. Өте ауыр жағдай болған ғой. Ал енді сондай адамдар ашып, арып, өзі сөйтіп жүрген адам, қалай ол қару ұстап, қалай соғысады? Оларды категорияға бөлу керек деген идея ол алдында болды ғой. Бірақ меніңше сол идеяда іске асқан сияқты. Бұл идея Мұстафа Шоқайдың идеясы, яғни 1941 жылдың желтоқсан айына дейін айтылған идея. Айтылған, категорияға бөлу керек. Сіздің ойыңызша бұл идея өзінің жалғасын тапты ғой кейін? Легион құрылғаннан кейін. Оқуға жіберіп тұр ғой, тұтқынды. Берлин консерваториясына оқуға жіберіп тұр. Мүмкін олардың енді несіне ойы, мақсаты Германияға қызмет ету. Барлығын, оқытып жатқандардың барлығын. Бірақ соғыс жағдайында тұтқындарды жаңағы жауынгерлерді, олардың тілін білмейді, олардың тілін осындай адамдар арқылы тілін табу ғой. Енді келісім бойынша ғой, алдын ала келісілген ана орталық арқылы Стамбулда. Ол кісі біліп отырды, күтушісі бар екен. Күтушісі жаңа уақыт бөліп бізге қабылдады. Енді 97-дегі кісі, үлкен кісі, бірақ анық сөйлеп отырды. Менің сұрақтарым көбінесе қазақ зиялыларына байланысты болды. Жаңа Мағжан Жұмабаев, Мұстафа Шоқай дегенде ол кісі нені айтты? Ахмет Байтұрсынов туралы айтты, Ұсақбай Құлымбетов, Темірбек Жүргенов, солар туралы айтып отырды. Олар сондай интеллигенция, қазақтың жаңа тәуелсіздігі үшін күрескен деп сондай нелерді айтып, солай нетіп отырды. Мұстафа Шоқай туралы бірақ енді көп айтқан жоқ ол кезеңде, көп айтқан жоқ. Тек былай шолып айтады, осылай деп, осындай жағдай болды, осылай қалай келгенін сонысын айтты. Сосын бізде не сұраймыз ғой, құжат сұраймыз ғой. Сіздің алғашқы сұрағыңыз қандай еді? Менің сұрағым бұл кісіге мысалы өзіңіз туралы, енді өзінің жаңағы биографиясына қатысты, өмірбаянына қатысты. Соған қатысты құжаттар сұрадым. Сосын жаңа фамилиясының, ата тегінің қалай ауысып кеткені, Ғалымжан Абсалямов қой мысалы. Оны да мен енді кейін білдім ғой. Сондай бір құжаттарыңыз бар ма деп сұрадым. Қандай құжаттар? Сізді Әлім Алмат деп танимыз ғой мысалы. Қандай құжаттар бар? Сол құжаттарын бар деді, ол баламмен хабарласастырды. Төре деген баласы бар. 54-ші жылы дүниеге келген. Сол кісі арқылы аласыздар, мен енді сол балама өткіздім бәрін деп сөйледі. Ештеңе, бірақ кетіп бара жатқанда жаңағы кішкентай кітабын, тарих Минкарының жаңағы Әлім Алматтың дәптері деген кітабын ұсынды. Кейін ұлымен хабарласа алдыңыз ба? Ұлымен 17-ші жылы, 2017 жылы 100 жылдығына Роман Рахилұлы басқарған туысқандарымен бірге барған кезеңде, сол кезеңде ұлымен кездестім. Таза түрікше сөйлейді, түрік болып кеткен. Екі немересі де бәрінен бірақ бір жақ жер күліп тұрады екен, ол күліп қабылдайды адамды. Келіні бәрі болды, туысқандар. Басқа да Германияға жақын болады, Германиядан таныстары келді. Атамыз айтқан құжат туралы сұрай алдыңыз ба ұлынан? Берем, мынандай менің емейл жаңағы несін берді, электронды почтасын. Осыған хабарласын, жазыңыз деді. Мен бар түркшемді нетіп жаздым, бірақ ондай құжаттар жауап келген жоқ. Содан кейін бұл кісінің әйелі Еділ ханымның сіңілісі болды сол жерде. Есімі ұмытып қалдым. Ол маған жақындап әңгімелесіп екеуміз солай жасадық. Ол Америкада тұрады екен. Ол айтты, біз Қазанның татарларымыз деп. Сол кезеңде ол кісіге де айтқам, егер не алса сізбен байланыста болайық деп визиткасын алдым. Оны да мен хабарласа алмадым кейін сол кісімен. Ол да біраз нәрсе білетін сияқты да, көп нәрсені былай басын
бастады. Енді түркше ғана сөйлейді олар. Түркше, ағылшынша ғана сөйлейді. Бірақ сонымен байланыс үзіліп кетті ғой. Үзіліп кетті, екеуімен де үзіліп кетті. Төре баласы Төре беймен кейін Қазақстанға келді, етті. Кейін естідім, жалпы ол кісі ондай жеке нелерді, құжаттарды ол бере қоймайды олар деді. Тек қана Роман Рахиол, Роман аға арқылы ғана біздер алдық. Фотоларын, сол кісі ақпараттарды сол кісі ғана арқылы ғана алдық. Әлім атамыздың жары Еділ апамыз Ғаяз Ысқақовтың қызы деген рас па ақпарат? Сондай ақпарат бар, бірақ мен терең зерттеген жоқпын. Солай деп, жалпы бұл Стамбулға барған кезеңде сондай үлкен зиялы қауым өкілдерінің ортасына түскен дейді, негізі музыкадан сабақ берген екен, сондай кісілердің балаларына. Сөйтіп жүргенде сол жаңа кісімен танысқан, 3 қызы бар екен дейді, енді естуім бойынша. Сол 3 қызының біреуі осы Еділ ханым болған дейді, осы Еділ ханыммен көңіл жарастырған деп естідім. Енді мен құжат, ондай ештеңе болмады. Бұның барлығы әңгіме, естеліктер солар арқылы айтылады ғой. Ал былай терең ары қарай зерттеген жоқпын. Қанша дегенмен мына кітабыңыздың Әлім Алматты қазір тұңғыш скрипкашы деп таныстырып жатырмыз, ұрпаққа. 3 кітабыңыздың сыртында да Әлім Алматтың скрипка ұстап тұрған суреті бар. Жалпы Әлім Алмат десе, әлеуметтік желіден іздейтін болсақ, скрипкамен бірге шығатын суреті бар. Бұдан бөлек тағы суреті бар. Жаңа сіз айттыңыз ғой өзіңіз, Енді тарихшы ретінде міне мына суреті ғой. Мына кітапта сол, мына кітапты да көрсетуге болады. Жолдаш Әлімнің дәптері деген. Осы сурет шығады негізі әлеуметтік желіде. Әлім Алматтың скрипкасы туралы өзінен сұрадыңыз ба? Скрипкасы қайда екен? Дәл қазіргі уақытта. Сұрай алдыңыз ба? Жоқ, мен оны өкінішке орай сұрай алмадым. Өйткені ол кезінде мен ондай сұхбатқа дайын емеспін. Мен тек қана интеллигенциямен байланысты жерлерін ғана сұрадым, қалай келді, қалай не. А енді оның музыкалық аспап. Бірақ менің естігенім, бұл кісі сол барған кезеңде жалпы үйінде өзіше күнде ұйқыдан тұрған кезеңде Вивальдиді тыңдап тұрады дейді. Сондай музыкамен. Отбасында, үйінде, өзінің шаңырағында музыка, мелодия, сондаймен өмір сүрген. Ән әлемінде. Содан кейін менің өзімнің байқаған, мен күнделікті өмірі ғой бұл кісінің. Енді білмеймін, оларда түріктерде бір кішкене стаканда ақ не тұрады ғой, сусын. Соны ол кісі кәдімгідей сол нені өте жеңіл, жаңа 100 жылдығын неткен кезеңде жеңіл ішіп отырды. Өзінің 100 жасында. 100 жасында өзінің. Бірақ күтушісі қасына барып ол кісіні бақылап отырды. Көп ішуге болмайды дегенде. Мен соны байқап қалдым өзім, ана. Өте көңілді отырды, күліп отырады, жайдары, 100 жасында да. Сөйлеп, әңгіме айтып, сондай жайдары отырды. Сосын менің тағы байқағаным, үйінде, мысалы үшінге, кітапханасы бар, мынандай этажеркісінде, сонда Қазақстаннан келген, ол кісіге сәлем бере келген, сұхбат алуға келген, біздің қазақстандық ғалымдардың әртүрлі енді санаттағы сол қонақтардың сыйлық кітаптары, қазақша кітаптар, Қазақстаннан келген кітаптар, сол жаңағы біздің ұлттық нақыштағы заттар деген, сондайларды сыйға келген, сондайларды байқадым өзім. Содан кейін мен екінші нем Стамбулдық мықты тарихшы бар ғой, Мимар Синан өнер университетінің профессоры Абдулвахап Қара. Ол кісімен де мен кездестім, үйде болдым қонақта. Сол кісімен кейін білдім, бұл кісімен сұхбат алып, үнемі тығыз байланыста болған екен. Ол кісі мен алғашқы еңбектерім шыға бастаған кезеңде, көп кітап жаңа сіздің қолыңызда ұстап отырған Ақтөбе шығарды ғой. Мен ол кезеңде денсаулығыма байланысты ол конференцияға қатыса алмадым, бірақ біздің үлкен ғалымдар Амангелді Айталы, Сабыр Ахметжанұлы, Қасымов мықты кісілер болды сол конференцияда. Тұсауы кесілді сол жерде, Абжанов, Хангелді ағамыздың бәрі тұсауы кесілді. Сол кезеңде біздің Абдулвахап Қарада болған, Абдулвахап Қара рухани перзенті, Мұстафа Шоқайдың рухани перзенті, өзі мына кісінің рухани перзенті ретінде баяндама жасаған. Сол тұсауы кесілді, сол Ақтөбе қаласында осы екінші кітаптың.
Бұның атауын өзгерткенде сол Амангелді Айталы. Мына жерде ешқандай Әлім Алматтың суреті тұрғанмен, мына жерде белгісіз депті Әлім Алматтың. Бір нақтылық болу керек, және ол өнер адамы, сондықтан да оның өмірі мен өнері деп алайық деп осы тақырыпты ұсынған сол кісі. Сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой сөз барысында, мына екі кітап бірдей деп. Бірдей, тек екі ғана материал қосылды мынаның ішіне. Өйткені мен зерттеп жүрмін ғой. Бұл кітаптың ішіне мен екі-ақ материал қостым. Біреу Ұзақбай Құлымбетовтың шығармаларында кездесетін бір архив материалын қостым. Бұның әкесінің жаңа Алаш қозғалысы кезінде соған қатыстылығы. Әлім Алматтың. Иә, Әлім Алматтың. Әлім Алматтың әкесінің, Әлім Алматтың әкесінің қатыстығы. Менің білуімше, Әлім Алматтың әкесі ерте қайтыс болған. Ерте қайтыс болған, 3 жасында. Сөйтіп атасының тәрбиесінде болған ғой бұл кісі. Енді сол құжат, ол сол ақтар мен қызылдар дейді ғой, жаңа большевиктер мен алашордашылардың текетіресі кезінде сол алашордашылар, ұлтшылдар, соларды құтқарып қалған екен әкесі. Бір неден сондай ситуация, ахуалдан сол алашордашыларды құтқарып қалды деген бір несі бар. Архиві бар. Сол ақпаратты қостыңыз? Сол ақпаратты қостым. Тағы бір ақпарат қостым. Сол бір, сондай бір қосып жүрмін да. Ал енді қараңыз, есімде жоқ қазір екіншісі қайсысы екені. Үшіншісі, мынау осы екеуін толықтырып, бұның ішінде уже мынау мысалы Мария Шоқайдың хаттары бар ғой, Әлім Алматқа жазған 18 хаты. Жаңа Бақыт Мұстафатанушы Бақыт Садықовадан алдық дедік қой. Оны мен орыс тілінде екен, өйткені Қасымхан Бегмановтың сұхбаттарын айтып отырмын, сұхбаттардың барлығын, көлемді сұхбаттардың барлығын зерттедім. Сосын хаттарды зерттедім. Мына хатты зерттегенде, бұл хатты, 18 хатты мен ең бірінші, ана Қасымхан Бегманов неге айтып отырмын, ол кісі барды ғой енді Мұстафа Шоқай жолымен Қызылорда. Экспедиция жолын жүріп өтті ғой. Иә, Париж жүріп өтті, үлкен кітап шығарды. Бұған дейін бірақ мықты біздің тарихшымыз, 12 томдық Мұстафа Шоқай шығармалар жинағының авторы Исмағамбетов. Көшім сол кісі басында негізі. Әлем таныған тұлға деген сол бағытта да негізі. Содан кейін айтайын тұрғаным, жаңағы кісінің сұхбатын зерттеп болсам, бүкіл сұхбаттарды зерттеп, сонда сұхбатында сіз сияқты сұрақ қойыпты. Сол хаттарын қалай жазды сізге, ол хаттардың мазмұнымен танысуға бола ма деп. Сол өзінде бұл кісі айтыпты. Сіздердің елде маған Мұстафатанушы Бақыт Садықова деген зерттеуші келді. Сол кісінің кітабында жарияланған хаттар. Сол кісі арқылы, сол кісінің еңбегі арқылы танысуларыңызға болады депті. А енді бір жерінде сұхбаттың ол хаттар толық емес дегенде бір ақпарат бар да. Ол хаттар 18 емес, одан да көп болуы мүмкін. Толық емес болса, онда ол жойылып кеткен дегенге келтіреді. Жойылып кеткен немесе жоғалған, немесе басқа бір архивтерде жатыр, ашылмаған. Бары мендегі бары осы деген. Барын беріп отырмын, оны маған жазған деп. Ал енді мен зерттеп отырып, соның ішінде енді біраз нәрселер бар. Ал сонда Әлім Алматтың оған жазған жауап хаттары қайда? Міне осы сұрақты қойғым келіп отыр еді қазір. Өйткені сіз оқып отырсаңыз, сондай сұрақ туындайды өзі. Ал мынандай хат жазды Мария Шоқай. Жаңа сіздің тарапыңыздан қойылып отырған күнделікті өмір сол 18 хатында тұр. Ең бірінші, ана мен баланың арасындағы бір махаббат сезім, ана мен бала, баласын жақсы көру ананың. Мына хаттар арқылы. Мен аударған кезеңде кәдімгідей көзімнен жас деген парлап отырды. Өйткені мен ана сол кісілердің есіне кіріп кеттім. Хаттың. Енді ана баласын жақсы көрген ана қалай жазады баласына, солай жазып отыр ғой. Ана немересін қалай жақсы көреді. Еділді қызым деп ше, ана немересін деген балам, төреш деп, төрешім деп. Сосын жаңағы бұлар енді кездескен хаттарды зерттеп отырсам, 2 рет кездескен. 61-69 8 жыл бойы хат жазып тұрған ба енді сол. 8 жылдың ішінде бұлар 2-ақ рет кездескен. Сол соңғы 2-ші рет кездесіп Берлинде, сосын Шель қаласында. Шель қаласында болған, бұл енді хаттар Парижден жазылған, Перро, сосын Ножан қаласынан, сосын Шель. Шель енді ең соңында он. Ана орыс, Қызылай қоғамы, қарттар үйінде. Сол жерде жазылған. Сол хаттарды қарап отырсаң, келген кезеңде бұл 65-ші жыл ма екен, 65 болу керек. 65-67 сол жылдар.
Сонда жаңа келген кезеңде соны Париж енді моданың, сәннің, әйел адамның сондай нелері, еділге мен сәнді киімдер алып бергім келеді. Мен қарт адаммын, маған өзіме сәйкес киімдеріммен жаңалаудың қажеті жоқ, бірақ мен еділге сондай сәнді киімдер алып бергім келеді. Төрешіме жаңағы алман, француздық нелерді, маркалары, жаңа Deutsche марка деген, соларды жинайды екен. Соны бір қазіргі тілмен айтсақ депозит дейді ғой, маркаларды жинап, ананы бір кішкене нетіп, осы балаға қарасқан да бәріне. Сосын суретін описать етеді. Үшеуміз суретке түскен кезеңде, төртеуміз, үшеуі өзі, төртеуміз суретке түскен кезеңде қалай мынау беті 80-нен асқан адам мысалы, өзінің қалай ана суретте қалай көрініп тұр, бетімде былай деген сияқты, менің мына жерде шамалы бетімде мынандай тұр деген сияқты. Ана жерде әдемі түскен, сен әдемі болып тұрсың деп жаңа, балам сүйкімді деген сияқты, сондай бір описаниялар, сипаттамалар бар да. Ол күнделікті өмір. Ал сол сурет қайда екен деймін да, бірге түскен суреттер. Сосын хаттың ішінде бұл кісі бетіп жазған Мұстафа Шоқай. Сұрамадыңыз ба сіз? Әлім атадан сұрамадыңыз ба? Өйткені мен Әлім Алматпен сұхбат жасағаннан кейін жазылды ол бұл кітап. Ал 100 жылдығында мен ондай сұрауға болған жоқ, өйткені қаумалаған адамдар, олардың сұрақтары өте көп, мысалы. А мен кейін шықты, енді 16 жылы шықты, ол кезінде тек мен мысалы мына бірінші кітабымды мен ұялдым автор деп жазуға өзімше, құрастырушы автор деп жаздым өзімді. Құрастырушы автор, қарасаңыздар. Неге? Өйткені бұл, жаңа айттым ғой, бұл себебі құжаттар. Мен оның алғы сөзінің өзі где-то қанша бет болды? 50 бетте жазыппын алғы сөзі, түсіндірме, аңдатпасы бар, бәрі несі бар. Қалғандардың бәрі құжаттар. Яғни бұл әлі талданбаған, әлі өңделмеген, өйткені жетпейді маған көп нәрсе. Екінші кітабымда айттым, 2 құжат қостым. Үшінші кітабында уже мен кәдімгідей бүкіл жаңа сіз айтқан легионерлер бар ғой, соның тарихын зерттейтін ғалымдарға шықтым. Шетелге шыққан ғалымдарға шықтым. Олардың бүкіл еңбектерінің барлығын қарауға тура келді. Ахметова Ләйла мысалы. Ахметова Ләйланың несінен, бұл кісінің музыкалық взводқа қалай түскені, қай кезде түскені, қай шекарадан қалай өткені туралы ақпарат алды. Айтпашы, Ләйла Ахметованың ақпараты, анау Брис-Литовск деген несі, кітабы. Соның ақпаратын қостым, ол сосын Ұзақбай Құлымбетов жаңа естелікті шығармаларына қостым, жаңа әкесі туралы жазылған. Алашордалы шынымен осындай байланысы болған дегенше, соларды қосқарып қалды деген. Осындай ақпаратты қостым. Ал мынада уже мен бүкіл осы жаңа кезеңге қатысты тарих, даже өнертанушылардың Қазақстан скрипкашыларын зерттеген Дана Жұманбекова қызы Жүніс, сол кісінің де еңбектерін, диссертациялық мақалаларын қарадым. Күлпаш ханым, енді қазір көрермендерден де заңды сұрақ туындауы мүмкін. Менде де сол сұрақ әлі көкейімде жүр. Әлім Алматты тұңғыш скрипкашы ретінде танытып жатырмыз. Скрипкашыларды зерттеп жүрген ғалымдар қандай тұшымды тұжырым айта алады? Соңғы менің мына зерттеуіме енген материал, ол мынау түркістандық әскери тұтқындар деген Қошын Есмағамбетов өмірден өткеннен кейін оның шәкірттерінің, соның ішінде Аққали Ахметов деген азаматтың шығарған. Мен кітапты алайын қазір. Кітапты алыңыз. Осы кітапты көрсетемін бізге болады ме? Түркістандық әскери тұтқындар. Осы кітаптың ішіндегі құжаттар жинағы, ол кісі өмірден өткеннен кейін сол кісінің жеке архивіндегі тұтқындардың тізімі, қараңызшы, категориялар бәрі жазылған осының ішінде. Осының ішінде Әлім Алмат туралы тағы бір мықты жақсы ақпарат тауып алдым мен, мәлімет. Бұл кісінің 1944 жылы, ол кезінде Вена консерваториясында оқып жатыр. Сол кезеңде Түркістан ұлттық конгрессі бар ғой, соның несі болады? Конгресс өтеді 44 жылы, көктем айында. Енді мамыр, маусым деп, оны да мен нелерге, естеліктерге қарап отырып, оны мамыр айы деп бөлдік. Сол кезеңде ол өзінің жаңағы тұтқында бірге түскен Әйтеш Толғанбаевпен сол жерде кездеседі ғой, екінші рет.
алдында Берлинде бір рет кездескен. Сонда бұл кісі туралы мынадай бір ақпарат бар да. 1944 жылдың 10 мамыр күні Австрия астанасы Вена қаласында Вена опера және балет театрында Қази Қазыбековтың ұлы адамның арманы атты Сырым Датұлының азаттық күресіне арналған 2 актілі спектаклі қойылды дейді, қараңыз. Сырым рөлінде әнші Мұхаммедқали Батыргереев ойнайды, сахнаға Мажит Жақсылықов қояды да, музыкасын Вена консерваториясында оқып жүрген ғалым Абсалямов пен Түркістан легионы дейді, көркем өнер үйірмесінің жетекшісі болып жүрген Әйтеш Толғанбаев жазады дейді, бірінші шығармасы. Шығарманы да зерттеу керек қой. Ол спектакльдің музыкасы жазған бұл кісі. Ол бір, сосын екіншісі жаңа Зәки Валиди туғаны, ол уже бейбіт заманда 69 жылы Зәки Валидидің күйі. Осы 2 шығармасын ғана өзінің тарапынан жазды. Ал енді өзінің орындауындағы шығармалар, ол симфониялық, Стамбул симфониялық оркестрінде скрипкашы болған, симфониялық оркестр, а оның жеке орындауындағы шығармаларын мен өзім тыңдаған жоқпын, көрген жоқ, білмеймін. Енді Әлім Алматты толық зерттеп бастағансыз ғой, ғылыми тұрғыда. Бекарыстан ағамен де сөйлестім мен. Ол кісі өте көп ақпарат біледі екен, бірақ оның барлығын қағазға түсіріп, жүйелеп, әлі ғылыми жолда әлі зерттеп үлгермеген сияқты ол кісі. Дегенмен осы Әлім Алматты зерттеу барысында сізді таң қалдырған немесе күтпеген қандай деректер кездесті? Енді мені таң қалдырған құжаттар болғанда, бұл Әлім Алмат жаңа өзіне қойған сұрағын мен де қойдым да, осынша тағдырлы, күрделі кезеңнен қалай бұл кісі аман қалған деген. Қанша адам кетті мысалы, бірақ бұл кісі аман қалды. Еще ғасырда бағындырды бұл кісі. Оған қосымша Мария Шоқай, Мұстафа Шоқайдан менің Мұстафам деген Мұстафа Шоқайдың бүкіл заттарын, Аманатын, мұрасын елге жеткізді. мұрасын осы кісіге қалдырған. Неге басқаларға қалдырмайды? Одан бұрын таныған адамдарға неге қалдырмайды, түркістандықтарға? Міне осы сұрақ мен де мазалайды. Неге деген? Ойыңызша қалай? Менің ойымша, енді өзім кітапта да бар. Менің ойымша, бұл музыка әлемінде жүрген өнер адамы. Саясаттан алыс. Саясаттан алыс. Бұны енді Бақыт Садықова да айтып кеткен кезінде. Жас жағынан да бұл, басқалармен салыстырғанда, ол кезінде жас болған. 1917 жылы. Бұған дейінгілер өзінен үлкендер. Бұл кісі жас болған. Жас адам ол ұрпақтың енді жаңа буынға аманаттайды. Көрсең, осыны еліңе жеткіз аманатын деген. Сондай бір не да. И үшінші несі өзі бұның ішкі жан дүниесін түсінген. Екеуі музыкалың, Глинканың мен нелерін жіберейін деп жаңа саған арнайы алдырдым, мына кітабын, дискісін деген сияқты. Соның бәрін жазады да, мысалы. Пластинка дейді ол кезінде. Соны, мысалы, екеуі ішкі несі де бір үндесіп тұрғандай да. Одан кейін бұл кісінің, мен ойлаймын, ген арқылы, тек арқылы да келеді. Тегі. Тектілік деген бір бұл кісіде. Сосын Құдайдың өзі жаратушы иеміз бұл кісіні үнемі қолдап жүрген. Аталары мықты ғой, Алмат. Халыққа қызмет еткен ғой. Халықтың жолында, сол халқының азаттығы жолында құрбан еткен. Жүргенов те, Құлымбетов те мысалы. Сондықтан мен ойлаймын, солардың да рух деген бар ғой бізде, рух. Рухы, әруақ деген бар, қолдайды. Қолдаған бұл кісіні. Яғни тегі мен тектілікпен де байланыстырдым. Тектілікті сіз қалай түсінесіз? Тектілік деген адамның бойында туа бітті қасиет бар, жоқ әлде оны өмір жолында қалыптастыру мүмкін ба? Меніңше сол оның барлығы тектілік қан арқылы келетін сияқты. Менің ойымша, өзімнің. Мүмкін, жаңа сіздің айтып тұрған дүниелеріңіз, сол текті адамға қарап, бой түзейтін адамдар өзін текті қылып көрсетуі мүмкін. Мысалы, өзін текті адам сияқты көрсетуі мүмкін. Бірақ анау қанмен келген тектілік бәрібір ол табиғи.
қанмен келген тектілік ол көрініп тұратын сияқты да меніңше. Ол адамдардың мысалы тәрбиесі бөлек болады. Көзін ашқан күннен бастап дүние танымы мысалы. Мен мысалы Мұхтар Әуезовтің бір естелігін оқыған кезімде өзім таң қалдым. Өзінің баласы сол Мұрат Әуезовті оқуға түсетін кезеңде өзі мысалы үйінде бүкіл жағдайы бар, кітаптарды оқитын, сондай интеллигент семья ғой. Анасы қандай да мысалы Фатима Ғабитова. Енді соның өзінде қосымша репетитор жалдап, қосымша сабақ алдырып, сосын ондай адамдарға жаңағыдай бір аспапта ойнау, тіл білу ше, сондай нәрселерді үйретеді. Оның барлығы анау немен келеді ғой. Мысалы оны біле бермейді ғой көп отбасында. Текті адамдарда ғана болады. Мысалы мына кісілерде де қарап отырсаң, барлығы инструментте ойнаған екен бұл кісілерде. Билер, мысалы билік айтады, сардар, қол бастайды мысалы да. Тектілік қой оның барлығы. А енді ол өзін бұл кісі өнер арқылы жаңағы аман қалып отыр. Өнер арқылы. Өнер енді бұл қарағанда бұл кісі скрипкада да өте жақсы ойнаған негізі деп ойлаймын өзім. Мына зерттеген кезде. Неге? Өйткені ол анау соғыс біткен кезеңде күнкөріс үшін бұлар сол жаңағы американдық, ағылшындық әскерлерге, сол кезеңде жауынгерлерге жаңағыдай скрипкасын тартып күнкөріс жасаған екен. Мысалы біздің Мария Шоқай мен Мұстафа Шоқайда ресторанда тамақ сатып күндерін көрді ғой, әрекет жасады ғой. Тағам жасаған, тағамның түрлерін, дәмді тағамдар әртүрлі ол бар естеліктерде. А бұл кісілер музыкасын скрипкада, аспапта ойнап, сондай күнкөрістерін жасаған. Енді жаңа Мария Шоқаймен арасындағы байланысты атап өттіңіз ғой. Бекарыстан ағамның әңгімесінде де байқағаным, Мария Шоқай мен Әлім Алматтың арасындағы тығыз ана мен баланың арасындағы байланысты көзіне жас алып айтқан болатын. Сіз айтқан кезде де осы нәрсеге сәл іркіліп тоқталып айттыңыз. Бізде дәл қазір Әлім Алматты Мария Шоқайдың және Мұстафа Шоқайдың рухани перзенті деп қабылдап жатырмыз. Мария Шоқайдың бағыт бағдар беруі бойынша Түркияға кетті. Басқа елге барса да болатын еді ғой. Батыс елдер жақын болды, қол жетімді ол кезде. Бірақ дегенмен Түркияны таңдаған себебі неде? Және Түркиядағы өмір мен қызмет туралы айтсаңыз, Әлім Алмат атамыздың және ол жақтағы кәсіби тұрғыда өзін толық іске асыра алды ма өзінің ойын? Дұрыс айтасыз, бұл кісіде үлкен мүмкіндіктер болған. Европаның кез келген мемлекетінде тұрған. Өйткені Мария Шоқай арқылы жаңа айтып отырмыз, Парижде сол кісінің қолында 2 жыл тұрған. 2 жылда ол кісі білім алды, білімін толықтырды, ол да тектілік қой. Енді сосын мен бұл кісінің табандылығы, күрескерлігі, оны да осы тегімен байланыстырамын. Мақсат қоя білген да бұл. И сол мақсатқа жету жолында әрекет жасаған. Қазіргі біздің психолог, коучтердің айтатын дүниесі осы кісінің бойынан табылып тұр. Мақсат қойды, әрекет жасады, нәтижесін көрді. Содан кейін Мария Шоқай менің Мұстафам деп, Мұстафаның идеяларына адал болған, түркі халықтарының, тұтас Түркістан идеясының негізін қалаған сол Мұстафа Шоқай. Саған жақын, қан жағынан жақын, саған европалықтар болмайды. Бұл жақта сен күніңді көре алмайсың. Өзіңнің қаныңа жақын Мұстафа Шоқайдың идеясымен түркі әлеміне бар деп. Яғни түркі әлемінен алыс кетпеді ғой? Алыс кетпеді. Өйткені сенің тегің түркі. Түркпіз ғой біздер. Түрк таңба. Түрк деген. Көне түріктер. Анадолы дейді. Атамекен дейміз мысалы біздер. Түрік еліне деген махаббаты өте жоғары деңгейде болған сияқты Әлім Алматтың. Екінші өзімнің отаным деп есептеді ғой. Негіз кезінде Мұстафа Шоқайда мүмкіндік болды ғой. Соғыс басталған кезде 1939 жылдардың өзінде саяси эмигранттардың Америкаға өтіп кетуіне мүмкіндік болды.
немістердің Францияға шабуыл басталған кезде Марияның өзі ұсыныс жасады ғой, Америкаға өтіп кетейік бізде деген кезде келіспейді Мұстафа Шоқай. Мен өз елімнен кейін қаншама жыл бойы маған пана болған, мені құшағына ала білген Франция елін мен сатып кете алмаймын. Мен бір рет кетіп көрдім өз елімнен, енді кетпеймін. Бұл менің өз елім, екінші отаным деп есептеймін. Франция елін, сондықтан мен ешқайда кетпеймін деп отырып алады ғой. Сол ұқсастықты мен Әлім Алматтың бойынан да байқап отырмын. Осы бірнеше сұхбаттың арқасында, және сіз оны қазір шегелеп айтып отырсыз. Түркияға барған кезде, Түркияға деген махаббат. Яғни ол өзінің саналы түрде қабылдаған тұжырымы өзінің. Сол Түркия елінде, сол түрік елінде қалды. Сол елде сүйегі. Оны өткені өз елім деп есептеді. Бірақ дегенмен сол түрік елінде, Түркияда өзінің ойға алған барлық мақсатын түгел жүзеге асыра алды деп есептейсіз ба? Негізі ана кітаптың ішінде бар, мен материалдарды пайдаланған кезінде, енді бұның форматы бөлек деп тұрмын ғой. Бұл мысалы мен тарихты жазсам, мүмкін басқаша жазылады. Бұл тұлға ғой, тұлға тану бағытында болып тұр. Шетелде қалған азаматтарымыздың барлығы, жаңа айтып соғыс жылдарында бәрі тұтқындар болды ғой, сатқындар деген, босқын, иммигрант дейді. Енді қазір мынау мемлекеттік комиссияның жасаған бір қорытындысында оларды жай босқындар емес, мәжбүрлі босқындар дейді. Мәжбүрлі. Мәжбүрлі, бұл мәжбүр болды ғой бұл кісі қалуға. Өйткені ол әрі қарай өмір сүру, тірі қалу керек, тірі қалу керек. Мұғажыр деп атайды ғой, мәжбүрлі қашқындарды, босқындарды. Енді мен ойлаймын да, бұл кісіні мына кітаптың ішінде бар, 52-ші жылы дейді, сол Түркияға қоныс аударған, консульство арқылы барған кезінде бұл кісіге сол жердегі жаңа құжатты толтырып отқан адамдардың да айтқан нелері жақсы болған негізі. Түрк әлеміне, түрк несіне дұрыс таңдау жасадым дегендей ше келтіріп. Ол кезеңде Түркияда, ұмытпасам, Аднан Менделес деген кісі, сол кісі мынау сырттан келгендерді қабылдап жатқан кез, бұларда барлық жағдайлар жасалып жатты. Өздерінің жаңа несі шыққан, сол мемлекетінің, үкіметтің жарлығы сияқты. Заң негізінде бұларды қабылдаған кезінде бұларға бүкіл жағдай жасалады. Мысалы, өттіңіз ба мына жаққа, сізге жағдай жасалады. Тұратын жеріңіз, уақытша жаңағы жұмыс орны, енді жұмыс орны, үй жағдайы, сіз қалай күнкөріс жасайсыз, соған жағдай жасалған ғой бұл кісілерге. Сондықтан да бұл несінде айтады, бүкіл қандастарымыздың да естеліктерінде бар, бұл кісіде де мен байқадым, сол бүкіл жағдайымызды жасады дейді. Ал сізді қамқорлығына алған сондай мемлекет, жаңа Мұстафа Шоқай айтпақшы, екінші отаны болады ғой, екінші отаны болып есептеген. Кейін туысқандары айтқан екен, тәуелсіздік 61 жылдан кейін келді ғой, 92 жылы. Дүниежүзілік қазақтарының бірінші құрылтайына келді, табаны сол кезінде тіреді, көзіне жас алып айтты дейді ғой, Бекарыстан аға 6 сағаттық сұхбатында. Сонда кейін барып сұхбат алғанда да қарап отырсаңыз, бұл кісі көзіне жас алып тұрады екен, тығылып тұрады екен мына жерінде, жас кетіп бара жатқан кезде. Менде енді ондай болған жоқ, өзім ондай байқаған жоқ, бірақ ана азаматтар айтқан кезінде мен таңғаламын, өйткені тығылып тұрады дейді жас, әрі қарай өксік, сондай, сол көзіне жас кетіп, сөйтіп толып тұрады дейді, көзі жасқа. Сонда сізбен кездескенде оны көрсеткен жоқ? Маған көрсеткен жоқ. Әйел адамның алдында өзінің әлсіздігін көрсеткісі келмеді ғой, еліне деген сағыныш. Өйткені мен 2 рет көрдім ғой, екеуінде маған ол кісі көз алдымда, енді өз қарттығы, кәрілік деген ол өзіне жарасымды барлығы. Ол өмірдің ләззатын әлі де ғасырды бағындырса да сезініп отырған адам. Мен соған қызықтым. Өйткені мына жақта қарбалас өмір бізде. Ал ол кісінің жаңағыдай сондай болса, солай. Мүмкін күтімі жақсы шығар. Баласының арқасында деп ойлаймын мен. Төре баласы, ол солай күтім жасап отыр да. Ал азаматтармен мен аға деймін ғой, ол Бекарыстан ағамда, Роман олармен жақсы байланыста қарым-қатынас, туысқандық болып кетті қазір. Ол кісілер айтады, көзіне жас тығылды, толып кетті, мына жерін нетті деп солай айтады ол кісілер. Өйткені олар ұзақ сөйлеседі ғой, 6 сағат, 10 сағаттап, күндеп, айлап дегендер бар ғой, солай сөйлескен ғой ол кісілер. А мен бір сағатқа барам, 2 сағатқа барам, мысалы. Менің уақытым шектеулі. Сондықтан да шығар бір себебі. Жаңа сосын екінші себебі сіздің де айтып отырғаныңыз. Әйел адам мүмкін, әйел адамның алдында
қанша дегенмен ер азамат ондай несін көрсетпеу керек. Дұрыс айтасыз. Иә. Ол жағы Ойланып қалдым ғой, дұрыс деп, себебі- ол жағы дұрыс деп ойлаймын. Иә. Өйткені бұл өнер адамы ғой. Иә. Өнер адамы. Бұл өнер адамы всегда еркін. Маған өзіме еркіндік ұнайды. Сол ұнады маған. Енді Әлім Алмат мұрасын қазір насихаттау басталып жатыр ғой елімізде. Мен де сенем, келер ұрпаққа біз қазір қолымыздан келгенін жасап жатырмыз. Сіздің қолыңыздан келгені әзірге 3 кітап шығардыңыз. Ол ертең 30-ға дейін толығуы мүмкін. Кім біледі, әлде толық ақпараттар өзіңіз де айтып жатырсыз. Зерттелмеген ішінде деректер әлі көп. Болашақ ұрпаққа жол ғой бұның барлығы. Иә, сол мен енді айтып отырмын ғой, ашылып тұр да бұл қазір. Мына бағытты зерттеу керек, былай зерттеу керек, былай зерттеу. Мысалы, Түркістан легиондағысы бөлек. Консерваторияда, әр консерваториядағысы бір тақырып, бір диссертация, бір кітап. Ташкенттегі мектебі бір кітап музыкалық, Алматыдағысы бір кітап, консерваториядағысы. Одан кейін Берлин консерваториясы, тек қана музыка жағын айтып жатырмын. Берлин консерваториясы бір кітап, Вена бір кітап, Стамбул бір кітап, Париж бір кітап, мысалы. Қараңыз, бағытын білген адам, ол кітаптың да шамасы гипотеза дейді ғой, осындай болжам бар. Яғни кітапшыл. Мен тарихшы, бұл бір тарихшы ғана жазбау керек бұны. Бұны кімдер қосу керек? Бұл комплексный не болу керек, кешенді зерттеу болу керек. Бұл. Мен мысалы күнделікті өмірі деп алып отырмын ғой. Мен тарихшы болғаннан кейін кәсіби тарихшылардың біздің методологияда өзіндік бір принциптер бар. Мен сол принциптермен жаздым бұны. Бұны таза кәсіби тек жаңағы Түркістан легионы мен соғыс тақырыбымен айналысатын тарихшылар жазса, бұл басқаша болады. Сол нені табу керек, музыкалық взвод деген тақырып шықты ол кезеңде. Ол кезеңде жаңа Роза Бағланова, мына жақта шетелде бұлай болды деген сияқты ше, мысалы. Салыстырмалы түрде. Иә. Өнер танушылар жаңа сіз айтқан, мысалы, нотасын айтып тұрсыз, ол қызығып. Қалай болды тыңдай алды. Нотасын, мысалы, нотаны, мынаны шығармаларын зерттеу, оны кімде? Өнер танушылар ғана зерттейді. Гармония, жаңа бірдеңе, үні, олар басқа нәрсеге қарайды ғой, мысалы. Біз ондай қарамаймыз. Иә, сондайлар. А біреулер, мысалы, жаңа спектакльдерін оны да зерттеуге болады, мысалы. Енді жаңа сіз айттыңыз ғой, мына кітаптың барлығын өз қаражатыма шығардым дедіңіз, иә? Жалпы мен зерттеп жүрген ғалымдар, мен зерттеуші емеспін, мен ғалым емеспін, тарихшы емеспін. Мен жай журналист ретінде маған бұл сұрақтардың барлығы мен үшін маңызды. Сонда көбі өз қаражатына шығарып жатыр. Мен де солай. Қазір Мұстафа Шоқайдың ұрпағы ретінде ол кісінің көптеген еңбектерін жариялауға мен де өз қалтамнан әрдайым көмектесіп төлеп отырамын ғалымдарға. Оны мен өзімнің бір перзенттік парызым деп есептеймін. Бір борышымды өтеп жатырмын. Ертеңгі күні өзімнің бұл мақтаныш емес. Өзімнің ұрпағыңа бір есеп беру керек болады ғой. Адамзат болғаннан кейін, адам болғаннан кейін. Өзім солай есептеймін. Енді сіздің мына 3 кітабыңыз шықты, Әлім Алмат жайында өз қаражатыңызға. Ал мемлекеттік деңгейде Әлім Алматты таныту үшін, болашақ ұрпаққа насихаттау үшін, оның мұрасын көрсету үшін қандай еңбектер жасалу керек болашақта? Гүлбаршын ханым, дұрыс, сұрағыңыз өте орынды. Біріншіден, бұл тұлға қазаққа әлі жеткен жоқ. Бұл туралы Әлім Алмат десе, бірақ әйтеуір скрипкашы Түркиядағы дегенді біледі. Бірақ жаңағыдай өмірін білмейді. Енді мына кітаптың ішінде менің тағы бір жаңалығым, осы сұхбаттардың, естеліктердің негізінде әңгіме сөздердің әкемнің сөзі осы бар ғой. Әкемнің сөзі ана эпиграфында мен жаздым. Атамыз соғысқа кеткен ғой. Сол кезінде менің әкем 2 жасында қалған екен. Анасымен. Сол кезеңде менің әкем 2 жасында ғой. Әкесі туралы кейін ол кісі журналист болды, сіздің әріптесіңіз. Сол бағытта мен әкемнен кейде тараған ба деп ойлаймын, маған сол қасиет жазу. Әке рухына деген, әкесін көрмеген ғой, кішкентай суреті ғана қалған болды. Сонда әке рухына деген өлеңін жазады, ақындығы да бар әкемнің. Соны мен бір несін ғана оқып берейін. Кеткен кезеңде былай дейді: суретіңе қараймын да жалғыз төрдегі, көргендей болам халық батырын өрдегі, онан соңғысы көз көргендердің.
әкемнің осы сөзін алдым мен. Оның соңғысы дейді, көз көргендердің әр қилы естеліктер, әңгіме, сөзі, ертегі. Басқа ештеңе жоқ. Көрмегенде әкесін. Менің атам. Сондықтан мен ойлаймын, естелік, әңгіме, сөз, ертегі. Бұның бәрін дәлелдеу керек. Немен дәлелдейсің? Мен тарихшымын. Маған тарихи құжаттар керек, архив керек. Онсыз мысалы бізде тарихшылардың еңбектері бағаламайды. Бірақ мен бірінші кітабымда да осы әкемнің осы несін эпиграф ретінде алдым. Бірінші кітапта да. Мен байқадым. Басында қарасыз, 2014. Сонда мен бірден айтайын, сіздер енді эмоцияға беріліп кеттім. Бірақ менің сол кезеңдегі мемлекеттік тарих институтының директоры Бүркітбай Аяған айтқанда, өз қаражатыңызға шығардым дегенде ше, мынаны Ресейдің қазағы Мәншүк деген Кемелбекова қарамағымда қызметкерім болды. Жас ол менен. Соның жолдасының типографиясы частный. Орыс жігіт, атын ұмытып қалдым. Типография стимул 2016, 175 бет. Сонда осы кітапты шығарып алып келгенде Бүркітбай Ағанға мен сыйлық жасадым. Өзімнің 50 жасымда осы кітапты біреуін ғана сигнальный номерін шығарып, ол кісіге мына кітапты оқып шығыңыз. Мен артыма қарадым, не істедім, не қойдым. Мына кітапты мен автор емес, бұны құрастырушы автормын деп ұсындым, оқып шығыңыз, пікіріңіз керек деп. Өйткені сіз маған жол аштыңыз деп. Сонда ол кісі кейін маған айтты, мына кітабың жақсы екен. Бірақтан да мына кітабыңды не саған дейді, тұсаукесерін жасап берейін ба деп сөйледі. Бірақ бірінші көргенде мына кітапты былай дейді, мына кітабың сенің дейді. Жиналыстарда да айтады, Күлпаштың мына кітабы, жалпы кітабы бюллетень сияқты дейді. Бюллетень деген журнал ғой, жаңа мягкий переплетпен шыққан. Өздерінің шығаратын кітаптары жоғарыдан тапсырыспен шығарылады. Бізде мемлекеттік тарих институты болғаннан кейін кімнің рөлін насихаттайтынын білесіз, ол кезеңде оған қаражат бөлінеді. Ондай проекттерге мен қатысқан жоқпын. Өздерінің кітаптары міне былай болып шығатын тұғын. Өте жаңа жоғары, сапалы сондай кітаптар шығатын. Менің кітабым былай, жұқа. Өйткені бұл өз қаражатыма, өзімнің айлығымнан бөлінген ақша. Оны мен өзім сатып аламын. Одан кейін оны библиотекаларға барып өзім өткіземін. Сөйтіп танытып отырмын мен бұны. Ал мынау екінші кітапты дәл осыны жаңа екі құжатыммен бұны қайтадан басып шығарды. Жаңа ғылыми конференция өткен кезеңде, Ақтөбеде. Ол қайтадан басып шығарды. Бұнда жаңа Бекарыстан аға мен оның баласы. Бұл да сонда өз қаражаттарына шығып тұр. Бұл кітапта. Авторы мен. Ал енді көрдіңіз ба? Бұндай кітаптар қалай шығады? Потому что қаржысы аз адамдар міне осылай шығады. Енді мен қазір енді кейін ойладым, мен бұл бұлай бюллетень болып, ағам айтқандай шықпасын, дұрыстау болып шықсын деп, мен мынаны бір әріптесім арқылы Алматы қаласында Дарын баспасында Жанат Бекетан деген кісімен таныстым. Осылай телефон арқылы сіз арқылы, сіз сияқты таныстым да. Сол кісіге айттым, осындай кітабым бар, соның бір сапасы жақсы болып шығу керек деп. Енді өзім білемін, ол алдыңғы кітаптарым қалай шыққанын. Осы кітаптар сапалы болып шығу керек, өйткені бұл зерттеу екенін өзім біліп тұрмын. Менің қанша күшім, энергиям кетті болған, қанша менің эмоция бәрі кетті болған. Сондықтан ол кісіге айтып едім, ол кісі былай деді, бұның бағасы да қымбат екен. Өзінің жаңағы баспасында бұл өте қымбат. Маған авторлық бағамен берді. Мен авторлық бағамен алдым, сатып алдым да бәрін таратып жібердім. Қанша дана шығардыңыз? 1000 деп жаздым. 1000. Содан үшеуі ғана қалды ма? Үшеуі ғана қалды қазір қолымда. Енді 1000-ның бәрі таралды деп айта алмаймын. Өзімнің сатып алып таратқаным 150. Өзім 3 кітап қана қазір қолымда қалды. Енді қараңыз, маған керек па? Қоғамға керек, ұрпаққа керек. Біз халыққа қызмет жасаймыз. Айтайын деген, кейін мен осы кітапты, мына ішінде суреттер жігіттерге бердім. Осы кітаптың ішінде жаңағы бір сурет бар, соның ішінде Юнус Эмре институтында барып
сол жерде мен түрік тілін үйренгенмін 17 жылы. Сол жерге барғанда сол мәдениет елшілік бар ғой, мәдениет орталығы сол жерде Түркиядан келген азаматтармен кездесу болып тұрады бізде. Соған мені шақырады үнемі. Сол бір барғанымда осы кітапты мен сыйладым сол кісіге. Кейін мынандай шай ішіп отырдық қой кешегідей. Кофе брейк, там, фуршет сияқты болады. Сол кезеңде ол кісі мына кітапты қолына ұстап тұрды да, көпшіліктің көзінше айтқан жоқ. Кітапты ұстап тұрды да, неге мынаның сапасы нашар деді ғой. Мына кітаптың, мен мынаның сапасы жоғары деп отырмын. Сосын кейін ойландым, неге олай айтты бұл кісі деп. Өйткені түрік аштармалар вакфы зерттеу орталығында Саадет Пынар ханыммен жұмыс жасағанда мен ол кісілердің кітаптарын көрдім. Кітаптары өте жеңіл. Өте жеңіл. И мынау біз сияқты әппаққа шығармайды екен олар. Сарғыш болады, жеңіл болады. Сосын мына жаңағы бюллетень демекші мынандай қатты болмайды екен оларда. Бір өзінің бір сондай несі бар екен. Қағаздың сондай сапалары бар екен. Кітап қолға ұстағанда жеңіл болу керек екен. Олар соған қарай нетеді екен. Мысалы мына кітапта ауыр. Ауырлау енді. Бірақ мына кітапқа қарағанда олар көрсе, мына кітапты сарғыштау мынандай жұқалау болады екен. Бұрын жұқалау болады екен. Біз твердый деп нетеміз ғой, қатты немен жасап бұл сапа. Жоқ, бұлай болу керек екен. Именно сарғыштау, тез оқылатын шрифтына бәріне қарайды екен олар. Мен шрифт жаман. Мен ондай маман емеспін ғой, баспасөзін мен білмеймін ондайды. Бірақ мен өзімше мынаны, өйткені мен қолға ұстағанда анау түпі несі ашылып кетпеу керек деп, мысалы мен сол жағына қараймын. Мынау тігіліп тұру керек бәрі. Бек не жаңа нық болу керек деп солай нетсем, олар әппақ, олар ондай қабылдамайды екен. Соған таңғалдым, мен оны біле бермеймін ондай жағын. Енді жалпы мен өзім ойлаймын, болашақта жалпы бұл жоғары жақтағы осы кітап жалпы мәдениет министрлігі бола ма, мәдениет ақпарат немесе ғылым және жоғары білім беру министрлігі бола ма, білмеймін қандай министрлік немесе басқа басқармалар бола ма, бір сол жоғарыда жүрген азаматтардың біреуінің назарына ілігеді деп ойлаймын өзім. Оның уақыты алыс емес болады. Лайым солай болсын, Күлпаш ханым. Осы тақырып бойынша Әлім Алмат атамыздың өмірі, өнері барысында жоспарларыңыз қандай? Алдағы уақытта? Енді мен қазір жоғары оқу орнында дәріс оқимын. Ол жерде оқу жүктемесі өте жоғары, көп. Жалпы ғылыммен айналысу мүмкін емес. Бірден үшіде сізге айтайын. Жоғарғы оқу орындарында ғылыммен айналысу ғалымдарға мүмкін емес. Өйткені сіздің дәрістеріңіздің көлемі өте жоғары. Сондықтан да мен енді зейнеткерлікке шыққаннан кейін мүмкін шамалы босаған кезде болмаса, былай қабаттасып олай жасай алмайсыз. Енді біреулер айтады, біздің университетіміз, мысалы, зерттеу университеті болып сол неге кірді. Зерттеу университеті болғаннан кейін сіз жоба ұсынуыңыз керек. Ол жоба министрліктен қаржы бөлінеді, грант. Сол грантқа бұны ұсынуыңызға болады дейді. Оған мен мүмкіндігім жоқ. Маған көп адамдар айтты. Мысалы, Түркиядағы жаңа балам түркшеге аударып берген менің шәкіртім қазір PhD доктор Талғаш Жолдасұлы. Оның кітабы сапалы шықты, жаңа Түркиядағыдай шықты. Алматыда бір өзінің диссертациясын советтік муфтият деген 41-43 жылдар. Сол жігіт маған айтты, ұстаз, сіз мынаны кітапты, осы идеяларыңызды мен мына түркшеге аударып жүрді ол мақалаларымды. Сол кезеңде айтты, сіз мынаны ғылыми жоба ретінде ұсыныңыз жоғарыға деп. Мен оны ұсынайын десем, біріншіден мен оны концепциясын бәрін жасай аламын, ұсына аламын. Бірақ оған біріншіден уақыт керек, өту керек ана жақтан. Одан кейін менің командам болу керек, жұмыс істейтін. Оны табасыз дейді. Мен айтам, оның бәріне мен мына нәрседен мына жақтан шыға алмаймын. Менің қолым байлаулы мына жақта. Сондықтан да мүмкін реті келіп жатса, көреміз, Алла өмір берсе. Жақсы, оны уақыттың еншісіне берейік. Уақыттың еншісінде бұл. Зерттеушілер бар бірақ, жастар бар. Жаңа айттым, Айбар Байманов, мысалы. Мүмкін жастар. Күлпаш ханым, мына жүріп өткен жолыңыздың өзін қазір тыңдап отырсам, сіз де өте ауыр жолдан өткен сияқтысыз. Себебі өзі Мұстафа Шоқайдың рухани перзенті болып саналғаннан кейін Әлім Алматтың жолы да оңай емес қой. Сіз жаңа енді жеңіл жағынан көрсетуге тырыстыңыз әрине. Себебі бұл кісі ғасыр жасаған кісі, ғасырдан асқан кісі.
Мария Шоқай анамыз Мұстафа Шоқайдың бүкіл мұрасын Әлім Алмат арқылы елге табыстаймын деп шешкенінің өзі бір даналық сияқты, сезген сияқты алдын ала Әлім Алматтың ұзақ жасайтындығын, бұл жігіттің жаңағы әлемге танылатындығын, өз елін мойындата алатындығын алдын ала болжап білген сияқты. Мен үшін сондай өзім ой түйіп отырмын қазір. Осы жасаған еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге команда атынан, қазақ атынан, Мұстафа Шоқайдың ұрпақтарының атынан, өзіңіз тұлға ретінде зерттеген, оны аша білген Әлім Алматтың ұрпақтарының атынан, елдің атынан шын ризашылығымды білдіремін. Көп рахмет сізге. Енді ойымызды қорытындылап, түйін ретінде бір ауыз сөзбен айтсаңыз. Жалпы мынау бағдарламаның аты аманат деп аталады. Өзіңізді аманат арқалап жүрмін деп есептейсіз бе? Және аманат сөзін қалай түсінесіз? Және болашақ ұрпаққа, мынау көріп отырған көрермендерге қандай аманат айтар едіңіз? Енді аманатты арқалау деген оңай нәрсе емес негізі. Ауыр жүк. Ол жауапкершілік үлкен. Бірақ бұл кісінің енді білмеймін, мен қалай келдім, бұл қалай бұл кісінің аманатын арқалап жүрмін, өзімде кейде өзіме сұрақ қоямын. Қалай, неге деп, неге маған беріліп тұр деп ше? Неге мен осы қиын жолдан өтуім керек? Неге мен жазуым керек? Неге басқалар жазбайды деген сияқты. Маған негізі кез келген мен өмірімде жалпы жеткен белестерімнің бәрі маған таза еңбекпен берген. Оны сұхбат барысында байқаған шығарсыз. Таза еңбек. Мен басқа жолмен келе алмаймын. Сондықтан да енді біздің елімізде аманат арқалаған азаматтар көп емес. 10% құрайды. Қазақ қоғамының, оны орыстарда критическая масса дейді. Сол 10%-ның ішіне мен кіріп тұрмын. Сол 10% адам қоғамды ұстап тұр. Мен оған мақтанбаймын, бірақ ол да маған қан арқылы, мүмкін тегім арқылы берілген бір қасиет шығар деп ойлаймын. Өйткені 7 томдық Қазақстан тарихы жазылып жатыр қазір. Соның ішінде осы дәуірден менің өзімнің тақырыбым келіп тұрған жоқ маған. Қазақ съездері. Маған күрделі диссертация қорғаған адамдар бас тартқан алаш қозғалысында орны бар, тарихта болған 300 партиясының тарихын жазу. Жүктелді. Сонда мен айтам, бұл диссертациялар қорғалған, үлкен ғалым ағалар отыр менің алдымда. Неге мен жазып тұрмын сол тақырыпты? Өйткені күрделі, қиын. Мен сол тақырыпты, сондай тақырыптарды жазамын. Өте аз жазамын, көп жазамын. Бірақ өзімнің академиялық ортада сіздің мақалаларыңызды оқыдық деген. Сонда мен көп емес мақалам, бірақ сіздің мақалаларыңызды оқыдық деген кезде мен өзім сол мақаламды оқысам. Жаңа госкомиссияның кезінде, мемлекеттік комиссияның кезінде мен бір ғана мақала жаздым мысалы, ғылыми. 22 бет па сондай болды, 16 бетке қысқартып, 16 бет жаздым. Болды. Алаш ісі мен ағайынды әділеттердің арасындағы өзара сабақтастық деген. Сонда соны оқиды екен, сол арқылы біледі екен. Мына Әлім Алматтың бір ғана мақала жаздым, магистрантымен бірге. Сол арқылы таныды, сол арқылы маған шықты адамдар, мысалы, кезінде. Сондайда бір-екі мақала, сол көп емес. Өйткені менің уақытым жоқ. Қазір мен ғылыми конференциялардағы кезекші мақалалардан, баяндамалардан, спикер болудан бас тарттым соңғы кездері. Өйткені менің мүмкіндігім оған жоқ. Мен тек қана өзіме қатысты дүниелермен ғана сұхбат беруге келісемін, немесе баяндама жасауға келісемін. Енді аманат деген ол кез келген адамға беріле бермейді, соны көтеретін адамға беріледі деп ойлаймын. Сондықтан мүмкін мен көтере алады деп, осы қазақтың қызы деп беріліп тұрған шығар. Жастарға енді менің айтарым, ең бірінші қазіргі құндылық меніңше біздің 21 ғасырда ол білім, көптілділік. Әлемге жол ашылады сол арқылы. Сондықтан мен ойлаймын,
Менің өзім өз бетімше осы бағытта жүргеннен кейін, қазір мен шығыстану кафедрасында шығыс елдерінің тарихын беремін, Осман империясы, түрік республикасының тарихы мен беремін оны. Енді сол кезеңде мен өз бетімше үйреніп жүрген тілдерім бар, түрік тілінен бөлек. Парсы тілін төте жазуды білемін мысалы. Қазір мен шығыс тілдеріне қызығып жүрмін мысалы. Сондықтан жастарға айтамын, біздің Мұстафа Шоқай сияқты 7-8 тілді білу керек. Сол кезеңде сені әлемге жол ашылады. Сол әлемге жол ашылған кезеңде сен сол жаққа кеткен біздің аталарымыздың, бабаларымыздың өсиетін, аманатын арқалап, соны мынау бүгінгі ұрпаққа жеткізетін сондай қазіргі заманауи ұрпақтың қалыптасуына қазіргілер енді зумерлер, қазір мен сабақ беріп отырған нелерім. Одан кейін альфалар, олар мүлдем басқаша болады. Бәрі иімен, бәрі мынау IT технологиямен байланысты. Оның да бір жаңа форматтары болады басқаша. Мульти кішкентай, мынандай ұзақ әңгіме емес. Сол кішкентай мультикадрларда осындай аманатты арқалаған жастардың именно түсінетін, өзінің тегін, ар жағын, кім екенін білетін, сондай ұрпақтың өскенін қалаймын, тілеймін. Сондай ұрпақтарды Қазақстанның болашағы соларда деп өзім ойлаймын. Соған біз тәрбиелеу үшін біз әрине балаға ең бірінші білім беруіміз, кітап оқытуымыз керек. Және бірінші ана тілі, өзіміздің алаш-сиялар айтып кеткендей, жапондардың үлгісін алған ғой. Ана тілі 4 жыл бойына өзінің ана тілі, содан кейін барып басқа тілдерге көшуге болады. Осындай тілек айтқым келеді. Көп рахмет, Күлпаш ханым, өте тұшымды сұхбат болды. Толық келсем, әрбір айтқан сөзіңізге, әрбір нүктеге, әрбір үтірге, болашақ ұрпақтың болмысына сай, тағы да еңбектеріңіз көп болсын, қаламыңыз мұқалмасын. Біз мынау бағдарламамыздың өзінің үрдісі бойынша, дәстүрі бойынша отандық өнім өзіміздің әдели деп аталады. Текстиль шығаратын, өзіміздің ұлттық нақыштағы заманауи нақышта жасалатын отандық өнімді сізге сый ретінде табыстауға рұқсат етіңіз. Қабыл алыңыз. Рахмет. Жақсылыққа тағыңыз. Заманауи үлгіде, міне ұлттық нақышта жасалған орамал. Өте жақсы орамал ұлттық нақышта. Мен вообще ұлттық нақыштағы нелермен жүремін. Мына беті сәл күңгірттеу, мына жағы ашықтау. Екі немен де жүруге болады. Қалаған жағын тағасыз. Рахмет. Алла разы болсын. Рахмет. Рахмет, Гүлбашын ханым. Өзіңізге қатысты сұрақтарға жауап ала алсаңыз, сол да менің сол бүгінгі аманатқа қосқан үлесім деп есептеймін. Аманат ол біз сияқты сол қазақтың қыздары негізі мықты ғой. Бұны кез келген азамат көтере алмауы мүмкін. Бірақ қазақтың қыздарында сондай қасиет бар, сіздің де бойыңызда сондай дүние бар сияқты. Мына азаматтарды, командаңызды жетектеп, менің іс-шарама да қатысып, адамдардан сұхбат алып, болашаққа, ұрпаққа қызметіңіз сізде ұзағынан болсын, және сол бағытта жетістіктерге жете беріңіз деп тілек айтқым келеді. Бүгінгі сұхбат осымен тәмам. Лайк басыңыздар, каналымызға тіркеліңіздер, жауап жазыңыздар, кері байланыс білдіріңіздер. Біз бәрін оқимыз. Аман болыңыздар. Өйткені мен енді былай ойлаймын, біріншіден ол кісі уже жасы үлкен. Сосын Европаша ойлайды ол кісі, қаны бөлек қой бәрібір. Ол мұсылмандықты қабылдаған, мен ол Мұстафам деген жаны бір мұрасын сақтаған, сондай Мария Шоқай тарихқа солай енді ол бізге 58 жылы ең Мұстафа Шоқай. Сол 58 жылы бірінші жазған сол менің Мұстафамда Әлмамат туралы жазып тұр мысалы. Бірінші. Мұстафасы өзінің, сосын Әлмаматты жазып тұр. Балам деген адам туралы жазып тұр, 58 жылы. Енді мен ойлаймын да, бұл кісі ұлты бөлек қой. Менталитет бөлек қой. Біріншіден. Жалпы қазіргі кезеңде қарасаң, 21 ғасырда біздің қара көздеріміздің өзінде ата-анадан бөлек тұрады. Бірін-біріне салмақ түсірмеу керек.
сондықтан мен ойлаймын да, бұл кісі болса, бұл кісіге қарау керек. Ол ана Еділ ханым жолдасы, бұл да қарау керек. Анасындай болса қарау керек қой. Бұл кісінің енді тұратын жері, қараңыз, қарттар үйіне салмақ түсірмес үшін кетіп тұр ғой сол жаққа, қарттар үйіне. Әлім Алматқа салмақ түсіргісі келген жоқ. Мария Шоқайдың өзі. Мария Шоқайдың өзі. Ол да енді қазіргі былай көзқарас тұрғысынан қарасаң, дұрыс жол сияқты. Түсіндім. Күлпаш ханым, бұл сұрақты мен негізі Роман ағама да қойған болатынмын. Әлім Алматта өзінің өмірінің соңғы жылдарында жалғыз тұрды ғой. Ұлы бола тұра, немерелері бар. Айттым ғой, Европаша бұлар. Түркия Европаға жақын ғой. Сол кезде де Роман ағам осылай жауап берген болатын. Мен білмеймін, себебі көңіліне келеді деп сұрамаған болар. Сіз де көзін көріп бірнеше рет жүздестіңіз Әлім Алматпен. Роман аға да жүздесті, Бекарыстан аға да жүздесті. Қаншама рет сұхбаттастыңыздар. Менің қазір түсініп отырғаным, енді біз қазақи менталитетпен өскен бала болғандықтан, ауылда тәрбие көрген бала болғандықтан, біз бәрібір ата-анаға деген құрметіміз бөлек қой біздің. Біз бәрібір қандай жағдайда болса, ата-ананы бөлек тұрғызудың өзі біз үшін бір үлкен күнә сияқты көрінеді. Сондықтан мен толық келсем, мүмкін Европада, басқа елде тәрбиеленіп, сол жақта өсіп, сол жақта тіпті оның балалары сол жақта туылды ғой енді. Сол менталитет бойынша балаға салмақ салмау деген ойында болған сияқты. Күтушісі бар. Өйткені ол кісіге ерекше күтім керек қой. Ол балаға, ол жұмыстан келеді, ол әртүрлі неде келеді, мысалы жағдайда. Енді ол бір-біріне қалай. Мен естідім, мен өзім білмеймін, кімді де мысалы айтады ғой, Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметов. Ол кісі де айтады ғой, осылай, қазақ, нағыз түріктің қызы, анау Бауыржан Момышұлының келіні, нағыз мынандай кісі, отбасы, құндылықтар туралы кереметті, мысалы ол кісінің кітаптары. Сол кісінің өзі айтты ғой. Қазақта, бұрын қазақтың дәстүрінде бөлек. Күлпаш ханым, қанша перзентіңіз бар? Жеке сұрақ қояйын. Жастары? 90-шы жылғы, 91-шы жылғы тәуелсіздік құрдастары. Немерелеріңіз бар ма? 36-та, 35-те немерелерім бар, шүкір тәуба. Шүкір. Сіздің жолыңызды қуып, ізіңізбен жүрген балаларыңыз бар ма? Жоқ, балам заңгер бағытында, заңгер мамандығында сол бағытта осында қызмет жасайды. Қызым информатика. Басқа бағытта, IT технология, сол мамандық, сол бағытта. Өзіңіз болашақта қалай елестетесіз қартайған шағыңызда, Алла бұйыртса, 90-нан асқаннан кейін кіммен тұрғыңыз келеді? Ұл қыздарыңызбен бірге тұрар ма едіңіз? Енді оны уақыт көрсетеді. Сол күндерге жетейік, қалай болады білмеймін. Қазірдің өзінде мен кейде айтам балаларыма. Қызым мысалы бұны дұрыс қабылдайды. Қызым айтады, мама, ол негізі бөлек тұрған жақсы деп. Ал ұлым шаңырақтың егесі, ол жаңағы басқаша айтады. Шаңырақта ол ата-анасымен, анасымен бірге тұру керек деген әңгіме айтады. Оның жолдастары солай. Екі баламның, екеуінің көзқарасы екі түрлі. Енді мен шығармашылық адаммын. Алла өмір берсе, мысалы мен өзімнің жаңағы әлеммен өмір сүретін адаммын негізі. Мен қазір кішкене жұмыстан нетіп жүрмін, жұмыс уақытымен кішкене. Оның үстіне кеше кітаптың таныстырылымы өтті, оған дайындық жұмыстары бар. Қазір енді кішкене басқаша бір неде отырмын мен. Негізі мен бір еркін басқа бір әлемде, немесе бір үлкен дайындықпен келсем, мүмкін сұхбатымыз басқаша шығар ма еді. Мен кейде ойлаймын да, шығармашылық адамдардың былай өмірін оқысам, олар демалысы болған ғой. Мысалы маған, енді өзіңізбен күнде сұхбаттасып жүрген Әбдіжәлел Бәкір ағаның айтқан сөзін айтайын. Мына кітапты алды, бір қарап шықты, бірден телефон соқты маған. Телефон соқса да айтты, Күлпаш деді, қызым деді, мен әкемнің көзін көрмедім. Кітапты мен қарап шықтым деді. Сосын айтты, сен ғалым адамсың ғой деді. Саған күнделікті режим ұстану керек деді. Сөйтті да өзінің режимін айтты маған. Күн батқанда ұйықтаймын деді, таң атқанда тұрамын деді. Қазіргі дәрігерлердің айтып отырғаны осы, сосын мен велосипед тебемін деді. Таза ауада жүремін деді. Мен Мұстафа Шоқайдың мұраларын тек қана жинастырушы адаммын деді. Сен ғалым адамсың деді. Сен зерттеу жасайсың, сенің мынау жұмысың бар. Сен режимді сақтау, соған өзіңді сол тәртіпке күнделікті
соған нетуім керек деп өзімді дайындауым керек деп солай айтты. Соны ұстандым. Сондай бір кеңес берген. Яғни сізге ұзақ өмір сүру керек, Сақын қызым деп тұр ғой. Иә, Ол үшін жазуым керек, салауатты өмір салтын ұстануым керек деп айтты. Ал мен дедім, аға орындауға тырысамын дедім.